Біздегі ата-ананың басты мақсаты көп жағдайда баланың басыма тек қана грант иегері атану. Бізде мынау елдің сөзі дейміз, жұрт не дейді деген сияқты бір өзіміз менталитет бар ғой. Ойбай грантқа түспей қалса, мына баласы грантқа түспей қалыпты деген сияқты. ұбт-дан қалса, баласы ұбт-дан құлапты. Бір ұбт-ны өмірдің соңы көретінде мысалы жастар бар, сондай отбасылар бар деген сияқты. Өмірге икемділігі азайды ма, әлде қызығушылық өзгерді ме, әлде төзімділігі жоқ па? Қазір жастар үшін не маңызды, осы көбінде табыс па, әлде бір әлеуметтік желінің күші бар. Қазіргі кішкентай балдарым кім боласың өскенде деп сұрасаңыз, бұрындары енді түрлі мамандық, біз ғарышкер болам деген сияқты бір күшті мамандық, дәрігер болам, ал қазір блогер болам дейді. Көбіне мына жұмыс берушілер тарапынан сенде еңбек өтілі жоқ, стажың жоқ деген сияқты қайтып жатады. Бірақ ол енді бітірген студент ол стаж қайдан болады? Сен кеше ғана университет бітірген балаға жұмыс алған кезде міне саған деп жоғары жалақыны ешкім бере қоймайды. Біз мынандай ғой, қолға дипломды алған кезде ғана ойланамыз, мен қайда барам деген сұрақ туындайды. Неге соны 3-ші курстан бастап мысалы ойланбасқа? Егер 3-ші курста ойланып соған қарай әрекет жасайтын болса, ол бітірген кезде жұмыс табатын еді мысалы. Сырттағы мемлекеттеріміз осы өзіміздің ішіміздегі мысалы кейде сондай үлкен бір мәлімдеме жасап жүретіндерді кездестірдік. Мысалы видеоста тарады, шуда болды. Біздің домбырамыз, біздің жалпы рухани байлығымыз ғой. Кезіндегі қандай қуаныш болсын, қайғы болсын, бүкіл тарихымызды жеткізіп келе жатқан бұл домбыра болғаннан кейін. Өзгеріс жасағысы келетін, бірақ қазір қорқып жүрген адамға не айтар едіңіз? Сонда байқайды, мектеп жаңағы кітапханаларда жаңағы фантастикалық жанрдағы балалар әдебиеті өте көп екен. Армысыздар құрметті көрермен, бұл Ойла подкаст. Енді биылғы алғашқы шығарылымыздың қонағы мына жастар саясатымен жұмыс істейтін, жалпы бірнеше қайырымдылық қорында тағы да басқа осы жастарға қатысты сұрақтар мен мәселелермен айналысатын сарапшы, басқарушы Жасұлан Бостандықұлы. Жасұлан мырза, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қош келіпсіз. Қуаныштымыз өзіңізді көріп отырғанға. Жалпы ең алдымен сізді көбіне жас буын таниды. Жалпы блогерлік жұмыста бар. Инстаграмда кәдімгі жиі отырасыз, жиі осындай кеңестер беріп отырасыз. Жалпы енді өзіңізді бірінші TikTokта да барлық әлеуметтік желіде жастармен бірге, жаңа буынмен бірге болуға тырысамыз ғой. Жалпы енді мына неге бастап жатырмыз? Әңгіменің басында енді сізді танитын көрермен бар, танымайтын көрермен де бар. Мысалы енді бізді барлығы көреді, онда аға буын өкілдері, бірақ сіз көбіне мына жастармен болғандықтан жастар көбіне сізді қарайды, айналысады, таниды, былай таныстырудың қажеті жоқ. Бірақ сонда да бір таныстырып өтсек, жалпы сіз немен айналысасыз? Осы негізі жастарға кеңес бергеннен басқа негізі сіз кімсіз дейсіз? Сіз кімсіз бір сұрақпен. Ең біріншіден мынау алғашқы шығарылымы қонағы отырғаныма шынымен қуаныштымын. Рахмет шақырғандарыңызға, бір ой бөлісуге, іште жүрген дүниелерді айтуға үлкен мүмкіндік. Енді өзіңіз айтқандай мен Жасұлан Бостандықұлы. Жалпы бүгінгі таңда жастарға бағыт бағдар беру профориентация бойынша сарапшымын, профориентолог. Одан кейін бүгінгі таңда Дәулеттен қайырымдылық қоры дейтін қор бар, сол қордың директорымын. Одан кейін енді біз енді университет бітіргеннен кейін оқушылармен тікелей жұмыс жасаған, қазір университетте де сабақ беру бар. Себебі өзім Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің мен докторантурасын тәмамдадым. Яғни білесіздер, мынау мемлекеттік отработка дейтін дүние бар деген сияқты, сондықтан университетте де сабақ беремін. Астана қаласында Астана IT университетінде жалпы экономика бойынша, менеджмент бойынша сабақтар беремін. Енді кейбір подкасттарда мен туралы көрсеңіз, 14 жерде жұмыс жасайтын 26 жасар жігіт деген бір подкаст шыққан кезінде, біраз подкасттарда айтылды, кез келген қонаққа шақырған кезде солай не қылатын. Енді барынша біз қоғамдық жұмыстан студент кезден бастап белсенді өмірге араласқаннан кейін көп жағдайда қоғамдық жұмыстарды алып жүремін. Волонтерлық болсын, басқа да түрлі кеңестерге мүше болып деген сияқты. Одан бөлек мынау білесіздер, қазіргі мәжіліс депутаты Дәулет Төлеутайұлының қоғамдық көмекшісімін былай айтқан кезде. Сол сияқты түрлі 14 салада жұмыстарды алып жүремін өзім. Себебі мендегі түсінік бүгінгі таңдағы заман ағымында бір ғана мамандықпен шектелу немесе бір ғана жаңа жұмыспен қалу бұл өте қиын былай айтқан кезде. Себебі түрлі саланы меңгеріп көру керек, бәсекеге қабілетті болу керек деген ұстанамын. Сондықтан да қолымнан келетін, қабілетім жететін дүниенің барлығын жасауға әзірмін және жасап жүрмін. Жақсы, жалпы 14 сала дедіңіз. 14 саланың басын қайырып жүрмін дейсіз, қалайша айтқанда. Енді ол жолға қалай келдіңіз? Негізі не түрткі болды осы
осылай жастармен жұмыс істейін, ертең осылай болайын деген сияқты, жалпы мемлекеттің бір жұмысына да бір атсалысайын деген сияқты. Жалпы бала арман ба, әлде бір кейін келе пайда болған мақсат па, әлде табысы жақсы деп па, қалай? Жалпы енді адам өмірге келген кезде бір миссияны арқалайды дейді ғой негізі. Бірақ ол адам ол миссияны таба білуге де үлкен өнер дейді. Енді өзім жалпы бала кезден бастап осындай үлкен мемлекет қызметке барсам деген арман болды. Білесіз, енді үйдегі тәрбие, біздің баламыз бастық болады дейді ғой көп жағдайда ата-анамыз. Біз енді баласының бастық болған қалайды ата-аналар көп. Мысалы сондай бір отбасыда дүниеге келді менде былай айтқан кезде. Сонымен арман қуып сол әкім болам деген мақсаттың жетегінде жаңағы бізде қазір Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне мемлекет және жергілікті басқару мамандығына түсемін деген мақсатым болды. Мен ол мақсатты 5-ші сыныпта қойдым негізі. Мен көп жағдайда оны айтамын, себебі қазіргі оқып жатқан оқушыларға кішкене мотивация болсын, бір ой салсын деген ниетпен. Яғни мен 5-ші сыныпта осы мамандыққа барам, осы маманның иесі болам деп мақсат қойдым, сол жолда әрекет жасадым. Ол үшін жаңағы мықты мектепке түсу керек болды, алтын белгі болу керек болды, ұбт-дан жоғары балл жинау керек болды деген сияқты дүниелердің барлығын өтіп, өзім қалаған университетке түстім. Сол мемлекет және жергілікті басқару мамандығын бітіріп, оның магистратурасын тәмамдадым, оның докторантурасын тәмамдадым. Сол кезде маған жас кезімде жаңағыдай бағыт бағдар беретін, енді біздің кезімізде ондай болмады. Көп жағдайда ақыл айтып, консультация беретін мамандар болмады. Енді бертін келе қазір осы профориентация бағыты қарқын алып дамып келе жатыр. Яғни мен сол кезде түсінгенім, кейде мамандыққа барған кезде мен ол мамандықты оқымай-ақ өзім қалаған қызметке баруға болатынын түсіндім. Яғни біз кейде лауазым мен мамандықты шатастырып жатамыз мысалы. Кез келген лауазымға басқа мамандық иесі болып та баруға болады деген дүниені. Сондықтан сондай қателесушілікке жол бермесін, кішкене жастарға, оқушыларға бағыт бағдар берейін деген ниет болды. Одан кейін қазір мен докторантурада оқып, жалпы зерттеу тақырыбым Қазақстан Республикасындағы адами капитал сапасын реттеу. Енді білесіз, қазіргі таңда елдер даму үстінде, мынау цифрлық заман бар, трансформациялық дәуір келе жатыр. Біз пайдалы қазба байлық таусылған кезде елдердің барлығы тек адами капитал сапасымен ғана бәсекеге түседі былай айтқан кезде. Кімде мықты қабілетке дарынды жаңағыдай жастар бар, мамандар бар, сол ел былай айтқан дамыған елдің қатарына кіреді. Біз енді барынша бүкіл елдер яғни сол адами капитал сапасын дамытуға күш салып жатыр. Яғни бұл болашақта өте маңызға ие болады. Енді сол зерттеуді салып қарағанда, жалпы мықты маман болу үшін бізде адам мықты өзінің кәсібін, маманын сүйетін адам болу керек. Ал мамандық сүю, дұрыс мамандық таңдау ол оқушы кезден басталады. Яғни сондай бір ғылыми тұрғыдан да алып қарағанда, мен өмірлік өзім өткен жолмен де қарағанда, бір жастарға өзім білгенмен бөліссем, осы дұрыс таңдау жасауға ықпал етсем деген ниет болды. Соңғы 2-3 жыл осы бағыттарда жастарға ақыл кеңес беріп келе жатырмын. Жалпы бір жақсы кеңес айтып кеттіңіз, мына бала ерте сәттен бастап ойлау керек деген сияқты. 5-ші сынып енді былайша айтқанда оқушы кезі, бір жасөспірім кезеңге өтіп жатқан кез. Бірақ енді көбіне мына енді шын ғой, енді сіз де білесіз, көбіне сыныптастарыңыздан да көрдіңіз, бастан да өткен шығар, ініңіз де бар шығар. Мысалы 11-ші сыныпта ұбт-ға қарай таңдап кетеді, грант қайда көп бөлініп жатыр дейді. Кейбір адам мысалы тіпті керек емес мамандықта да оқып шығады да, ертең мысалы курьер, тағы да басқа деген сияқты жұмысшылар көбейіп кетті да бізде. Енді жалпы бір кеңесіңіз сол ерте кезден қамдану керек. Иә, бізде білесіз ғой, жаңа айтқандай, өзі 10-шы сыныпты бітірген кезде 11-ға келген кезде мен кім болам дейді тағына, грантқа түсуге болады ау дейтін, яғни жаңағы мамандықтарға таңдап сол бойынша түседі. Яғни ол тек қана біздегі ата-ананың басты мақсаты көп жағдайда баланың басыма тек қана грант иегері атану. Бізде мынау елдің сөзі дейміз, жұрт не дейді деген сияқты бір өзіміз менталитет бар ғой. Ойбай, грантқа түспей қалса, мына баласы грантқа түспей қалыпты деген сияқты. ұбт-дан қалса, баласы ұбт-дан құлапты, бір ұбт-ны өмірдің соңы көретін де мысалы жастар бар, сондай отбасылар бар деген сияқты. Сондықтан да кейде біз ұбт-ға көп жаңағыдай мән беріп кетіп жатамыз, бірақ ұбт-дан кейін де өмір бар екендігін, ұбт-дан өте алмай қалсаң басқа да жолдар бар екендігін міне сол жастарға барынша түсіндіруге тырысамыз енді. Енді бұл жерде мынау неғұрлым 5-ші 6-шы сыныптан бастап дұрыс мақсат қойып мамандығын таңдауға икемді болса, мақсат қоятын болса, соғұрлым мықты маман болуға талпынады. Енді біздің жағдайда 9-шы сыныптан бастаса да негізі ешқандай кештігі жоқ. Яғни ұбт-дан жоғары балл жинап өзі қалған мамандыққа түсуге 2 жыл 3 жыл жақсы жетеді. Дайындық жетеді негізі. Сондықтан да ерте бастан бастап дайындалса соғұрлым жақсы. Енді білесіздер, бізде дамыған елдер арқылы қалайтын болсақ, Финляндия дейміз, Жапония дейміз, білім беру жүйесінде көп жағдайда баланың мықты қабілетін дамытуға барынша күш салады.
яғни бала математикадан оқыды, сол математикасын дамытады деген сияқты. Ал бізде қандай, біз баланы универсал қылып шығаруға тырысамыз. Өзімізде сондай болдық мысалы, мысалы математикамыз нашар болса математикадан қосымшаға барамыз, қазақ тілі, орыс тілі соны оқуға тырысамыз деген сияқты. Яғни біз өзімізде бар талантты ашуға емес, қайта бір қолымызда жоқ талантты көтеруге тырысамыз. Яғни сондықтан бала кейде шаршайды. Бүгінгі таңда білесіз, қазір көп ата-ана баласын жаңа таңнан кешке дейін үйірмелерге апарады, неге апарады деген сияқты мысалы. Сондықтан да ерте бастан баланың талантын, қабілетін анықтап, сол бағытта жұмыс жасағаны дұрысақ болады негізі. Жақсы, енді өзіңіз бір мамансыз ғой, жастардың несіне. Баланың қабілеті қай жаста байқалады? Мысалы, өзіңіз қай жаста? Енді қараңыз, жалпы профориентация саласында бала туылғаннан бастап өзінің әртүрлі этап кезеңдері бар. Бала туылғаны не істеу керек, әр жасқа байланысты. Енді біз енді ол жолға енден келіп жатқаннан кейін, жаңа айтқандай, 5-ші сыныптан кейін баланың ыңғайына қарап көру керек. Егер бізде сіз білесіз, мынау мықты мектептердің барлығы 6-шы сыныптан кейін қабылдайды. Ол Назарбаев интеллектуал мектебі болсын, білім инновациялист дарын мектептері, немесе Жәутіков атындағы республикалық физмат мектептері болсын. Яғни баланың қабілетіне қарай, міне 6-шы сыныптан кейін соған қарай икемдеуге болады. Сол кезде мысалы 5-ші сыныпта, 6-шы сыныпта егер анықтайтын болса, бала қабілетін әрмен қарай дамуына үлкен мүмкіндіктер ашылып қояды. Егер өнерге қабілет болса, бізде білесіз, өнер мектептері бар, 6-шы сыныптан қабылдайды, немесе қазақ тілі әдебиетіне тереңдетіп оқытатын мектептері бар деген сияқты, мысалы сол бағыттарға жіберуге болады. Сондықтан негізі қазір сол 5-ші, 6-шы сыныпта барынша жақсы жұмыс жасау керек деп ойлаймын балалармен. Жақсы, енді мына ақпарат саласында жүргендіктен енді көбіне бізде қарап отырамыз ғой неше түрлі. Мысалы кейде мына үкіметте де министрлерде шығып жатқан кезде өздеріндегі бір маман тапшылығы жөніндегі мәселе жиі айтылады. Кейбір салада мысалы кейде маман да тапшы, адам да азайып бара жатыр соңғы уақытта. Енді бұл нені білдіреді? Мысалы жастардың білімі жетпей жатыр ма, әлде бір өмірге икемділігі азайды ма, әлде қызығушылық өзгерді ме, әлде төзімділік жоқ па? Қазір жастар үшін не маңызды осы көбіне? Табыс па, әлде бір бұрынғыша айтқанда мына бір не дейміз, мына үлкен лауазым ба? Енді бүгінгі таңда жаңағы әлем тез өзгеріп жатыр ғой. Біздің жастарда тез жетістікке жетуді қалайды. Мысалы әлеуметтік желінің күші бар. Қазіргі кішкентай балдарым ба, кім боласың өскенде деп сұрасаңыз, бұрындары енді түрлі мамандық, біз ғарышкер болам деген сияқты бір күшті мамандық, дәрігер болам, ал қазіргі блогер болам дейді мысалы. Яғни әлеуметтік желінің күші, бізде әлеуметтік желі барлығы күшті. Мықты нәрсе көрсетеді, жаңағы қалай деймін, жайқалған өмір былай айтқан кезде. Сондықтан да кейде бүгінгі таңдағы жас буын тез байып кетуге, тез жаңағы көтеріліп кетуге, тез танымал болуға талпынады негізі. Сондай нәрсенің кесірінен бізде кейде жаңа айтып отырмын, мысалы жұмысшы мамандықтар жылы деп жариялады бұл биыл, мысалы, яғни жұмысшы мамандықтарды көтерейік деген сияқты. Бізде жалпы салыстырмалы түрде енді жұмысшы мамандықтардың да айлығы мысалы төмен емес. Жалпы кеңседе отыратын болсын, басқа бірдей алады. Бірақ кейде біз анау қалыптасқан жаңа айтып отырмын, сол менталитет қара жұмыс жасаудан гөрі бір офисте отырғанды жақсы көреді мысалы көп жағдайда балдар. Бірақ бүгінгі таңдағы жас буын, енді біз қазір альфа поколение дейміз, Z поколение дейміз, көп жағдайда мына өзіне не керек екенін білетін балдар деп айтамын мен. Яғни енді бұрындары мысалы біздің жаңағы әке шешемізге мысалы бірдеңені жаса десе жасай беретін еді. Одан кейін біздің кезең ұрпақ Z поколение мысалы жасау керекпіз, кім үшін жасаймын деген сұрақ болады. Ал енді қазіргі мынау альфа поколение сұрақ қойғанда не үшін жасаймын деген сұрақ қояды деген мысалы. Яғни оның пайдасы бар ма деген дейді мысалы. Яғни бүгінгі балдар өзіне не керегін біледі және артық дүниеге көп энергиясын құртпайды. Сосын біздің қазіргі таңдағы жастар көп мынау HR-ларды айтып жатыр, қазіргі поколениемен жұмыс істеу өте қиын. Себебі бір орында тұрақтап тұра алмайды. Яғни барынша жаңағы қатты сөйлесек жұмыстан кетіп қалады. Яғни жұмыс жоғалтудан қорықпайтын ұрпақ деп айтуға болады мысалы. Бүгінгі таңда бүкіл жұмыстарда осыған сол ұрпаққа икемделіп келе жатыр ғой мысалы. Жаңағыдай онлайн немесе фриланстағы жұмыстар, немесе парт-тайм дейміз жаңағыдай, 2-3 сағат істеп деген сияқты көп жұмыстың бәрі соған икемделіп келе жатыр. Гиппи графиктен бәрі сондай қазір көп. Енді мен алдында бір кітап оқыдым, сол кезде айтады, бұндай дүниенің барлығы негізі 2008 жылда кризис болды ғой. Содан кейін басталған дейді мысалы. Енді қазір бізде карантин уақыты болды, пандемия болды, одан кейін бұл өте қатты белең алды мысалы деген. Барлық тенденция әсер етіп жатыр, бірақ жастар көп жағдайда сондай жеңілге, тез көтеріліп кетуге бейім бүгінгі таңда. Енді ол қаншалықты дұрыс мысалы біздің уақытта, мысалы жалпы әлемдік деңгейде қарастырмайық, Қазақстанның
осы бағыт бағдарында қарайтын болсақ. Біздіңкілер кейде мынау жаңағы жастар арасында мынандай дүние бар ғой, 4 жыл университет оқып уақыт құртпай ақ жаңағы қысқа мерзімді бір курс оқып алып ары қарай жұмыс істеп кете беру деген сияқты түсініктер бар да. Мысалы кейде бұндай сұрақтар да қойылып отырады, мен әрқашан жауап беремін. 4 жыл университет берген академиялық білімді еш жерде бере алмайды мысалы. Бұл қысқа мерзімді курс оқуы мүмкін, иә, қазір ұрпақ жұмыстар үшін, бірақ ол ұзаққа апармайды. Ол осы уақыттағы, қалай деймін, жаңағы осы аралықтағы трендтегі мамандық болуы мүмкін, ертең ол мамандықтың болашағы болмауы мүмкін деген сияқты мысалы. Сондықтан да мен көп жағдай айтамын, басқа міндетті түрде 4 жыл университет оқып бітіру керек. Себебі жақсы, ол жерде сен мықты білім алмауың мүмкін, бірақ сен өзіңді ұстау, этика деген дүниенің барлығын жай ғана сол университеттен үйреніп шығасың. Адамды орта тәрбиелейді мысалы, ол жердегі ортаның өзі үлкен күш береді және өзіңді тәрбиелеуге мүмкіндік береді деген сияқты. Сондықтан да бұл тұрғыда енді балдарға барынша жаңағы мемлекет тарапынан да бұл жұмысшы мамандықтарда жақсы мамандық екендігін, жаңағы жұмысшы жасапты жақсы көтеруге болатыны бүгінгі таңда көп насихатталып жатыр. Біз де оны насихаттап жатырмыз. Мысалы кейде бір андай, мен кеше жаңағы кеңес беріп жатқан кезде ата-аналар айтады, мен балам шаң емес жерде жұмыс жасаса дейді мысалы. Мен айтамын, қазір шаң жер жоқ шығар, барлығы автоматтандырылып кетті, компьютермен көп жағдайда деген сияқты. Сондай нәрсе да, мысалы көп жағдайда балаға жеңіл дүниені ата-ана да қарастырып жатыр мысалы. Бірақ әрине оңай жерде нан жоқ қой, сол нәрсені түсіну керек та ата-ана. Тек қана еңбектеніп, талпынып, маңдай термеген дүние ғана берекелі болатын ата-ана да бала да түсінсе, бұл жаңағыдай қысқа дүниелердің алдын алуға мүмкіндік береді. Жақсы, енді мына қазіргі таңда университет көп қой енді. Ішінде сала да көп, заманға қарай мысалы жаңадан кафедралар да ашып жатыр, оқу системасы да өзгереді, кейбір мына баллон системасы көп жерге енді, мысалы бұрынғыдай жоқ қандай несін ұстап алып баға қойдырып, қол қойдырып жүгіріп жүреді. Зачетный книжка. Ол бұрынғы өткен шақ болып қалып бара жатыр, тарихқа да еніп бара жатыр деген сияқты. Енді мысалы бұл әңгімені қалай бастап жатырмын, мына кезінде барлығында бір стандарт болды дипломның түрі. Сыртында тек елтаңба ғана болды, диплом деп қана жазылып тұратын. Енді мына үлкен буында көбіне кішкентай ғана ұстап алып солай еді. Енді қазір әр университеттің өз бір дипломы, түрі басқа да. Сыртында оның өзінің логотипі тұрады, белгілі бір жазуы тұрады. Енді соны ауыстырып жатқанда осы бертін келе ауысты ғой. Сол кезде бір халықта көбіне ата-аналар шу ете қалды. Ертең бұл жұмысқа орналасқан кезде үлкен бір кедергі болады деген сияқты. Мысалы, сыртынан ақ логотипті көреді да. Мынау казгу екен, мынау бір мемлекеттік емес университет екен деп, мына мемлекеттің авторитеті бұрыннан бар тарихына қарай алып ертең жұмыссыз қалады деп шулап жатты. Енді сіз не айтасыз, мысалы дипломның сырты, мысалы универдің авторитеті, оның қызыл көк болуы қазіргі уақытта маңызды ма? Мысалы енді мына карантинге дейінгі уақытты айтпай, карантиннен кейін көп онлайн өмірге үйрендік қой енді мысалы. Сол кезде мына айтып отқан бағанағы заман несі кәдімгідей сол кезде білінді да өзгерген. Жалпы қазір қалай енді осы дипломның көк қызыл болуы? Соңғы бұл 2 жылда министрлік тарапынан университеттерге автономды басқару жүйесі берілді. Яғни әр университет өзін басқарады, өзі жаңағыдай оқу бағдарламаны өзі қалыптастырады. Яғни бұл университеттер арасында бәсекеге қабілеттілікті арттыруға үлкен мүмкіндік береді мысалы. Енді қарап отырсаң, айтасыз, мемлекеттік болсын, ұлттық болсын, жеке болсын, қазіргі таңда ол қатты маңызға ие емес. Мен де оқушыларға айтамын, көп жағдайда университет, ойбай, мына университет мықты деудің қажеті жоқ. Әр университеттің өзінің ішкі бір проблемасы бар, ішкі өзінің бір мәселелері бар, шешілмей жатқан. Сырт көзге бәрі күшті болып көрінеді ғой. Немесе айтамын, сен таңдаған университетте сенің мамандығың жақсы оқыта ма? Мысалы. Яғни ол университет аты дардай болуы мүмкін, бірақ именно сенің мамандығыңа келген кезде, мысалы, ол бәлкім ол жерде нашар оқытатын шығар мысалы. Яғни сондықтан да барынша университетте емес, мамандықты дұрыс оқытатын жер таңдау керек. Яғни университет мамандық таңдау керек бұл жерде деген нәрсені айтамын. Енді қараңыз, дәл сол бәсекелестіктің арқасында бүгінгі таңда қаншама жеке меншік университеттер алдың қатарға шықты. Бұрын аты жоқ университеттер қазір қандай көтерілді. Ол инфрақұрылымдық жағынан болсын, білімі жағынан болсын, мысалы біршама университеттер алдың қатарға шығып кетті. Қайта соның арқасында бізде бәсекелестік қалыптасып, білім жүйесінде бір үлкен өзгерістер алып келіп жатқан сияқты. Соның үшін айтып отырсыз, мына университеттің сырты мынандай несі деген сияқты. Шын айту керек, енді мен жаңағыдай университет, жалпы бүгінгі таңда жұмыс іздеп жүрген кезде ешкім қай университетті бітірдің деп те сұрамайды екен. Мысалы, қарасаңыз. Бірақ кей университеттердің аты кейде рөл ойнайтын шығар, бірақ көп жағдайда адамның
қабілетіне, адамның өзінің жаңағы оқуына тікелей байланысты. Мысалы мен мықты университет бітірмеген, мен мықты жұмыс табамын дейтін тенденция жоқ қазір. Сен қай университет бітірсең де барлығы өзіңе байланысты. Ана неде айтады, жұмыс кеше ғалымдардың пікірі бар екен, жалпы жұмыс табу үшін сен мықты жаңағыдай жұмыс табудан бұрын біріншіден өзіңді тануың керек, өзіңді табуың керек дейді. Яғни сен қай жерде жұмыс істеуің керек, қандай қабілетке ие болу керек, соның бәрін алдын ала білсең, сен қалаған жерге жұмысқа тұрасың. Бұл жерде ешқандай университет бір жұмыс табуда қатты рөл ойнамайды бүгінгі таңда. Сондықтан да тағы да айтамын, мен университетке емес, мамандықты дұрыс оқытатын, өзіңізді дұрыс дамытатын ортаға барғаныңыз дұрыс деп. Икем маңызды бұл жерде. Икем, иә. Жақсы, енді ал енді университеттер сонда икемді дайын маман, осы бізге қоғамға бір керекті мамандар шығарып жатыр деп ойлайсыз ба қазіргі таңда барлығы? Бес саусақ бірдей емес енді. Оны атын атып түсін түстеудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Бірақ кейде бір университеттер бар, тек қана баяғы бір өзінің білім беру жүйесімен әлемге қалып кеткен. Трансформациядан өтпеген, жаңа мынау бүгінгі заманауи білімдерді меңгермеген, бүгінгі заманға сай мамандықтарды шығарып жатқан жоқ көп жағдайда. Тек қана осы баяғы қалып кеткен бір ізділікпен ғана келе жатыр. Ал кейбір университеттер бар, бүгінгі таңда қандай мамандық сұранысқа ие, сол мамандықтарды жаңадан шығарып, мүмкін болса жаңағы білім беру бағдарламаларын жаңартып, бүгінгі таңда білесіз, кейбір университеттер бүгінгі неде 4 жылдықтан 3 жылдыққа ауысып жатыр. Бұл да сәйкенше бағана ұрпақтың сұранысы. Себебі 4 жыл оқып, жаңағы уақыт құртқанша 3 жылдың ішінде сол нәрсе меңгеруге болады дейтін дүниелерді қалыптасты. Дәл сондай жаңағы өзгерістерді біршама университет енгізді мысалы. Яғни дәл сондай заман талабына сай, егер университет өзгеріп отыратын болса, талапкерлер де, болашақ студенттер де сол университет таңдайды мысалы. Ал енді жаңағыдай өзінің бір не дейміз жаңағы ежелгі жолынан айнытпаған кейбір университет бүгінгі таңда уже бәсекеге қабілетсіз болып келе жатыр. Оны бүгінгі таңда жаңағы әлеуметтік желі болсын, басқа нәрсе болсын көрсетіп отыр. Тағы бір өзекті проблема бар, мына университеттердің енді бірең сараңы болмаса, енді көбінде мына негізі ол жақта жұмыспен мына бітірген студенттер қарай жұмысқа орналастырумен айналысатын адамдар болады. Арнайы ол жерде орындар, штаттары да бар, қызметкерлер бар. Бірақ енді өзіміздің де басымыздан өтті, қазір де бар, мысалы енді жастармен араласып тұрамыз ғой, енді бітірген студенттермен мысалы. Олар қалай жұмыс істеп жатыр, енді қызығушылықпен сұраймыз, бірақ олар тек WhatsApp-қа жазып береді екен, қайда орналасқандарың болса жазыңдар деген сияқты ғана отчет ретінде. Көбісі жұмыссыз қалса, оған бір не жоқ та, оны сұрағаннан бәрібір ешқандай толық жоқ дейміз ғой. Жалпы бұл дұрыс емес қой, негізі олар. Енді қараңыз, артылған міндет бар, мысалы, ол жұмысқа орналастырып жіберуге. Не жетіспейді, мысалы, университеттерде, мысалы. Ертең студенттің жұмыспен кетіп қалып, сол мамандық бойынша қызметкер атануына. Бізде енді бұл университетте мансап орталығы дейді. Яғни сосын түлектермен жұмыс істейтін арнайы бөлімдер бар, көп жағдайда жаңағы ғой, бізде әлеуметтік желіде шу болып жатады, жұмысқа орналасқан туралы анықтама жинап жатыр деген сияқты. Енді оны еш жер талап ете бермейді көп жағдайда. Біз енді мынау цифрлық дүние дамыған, кім қай жерде жұмыс істеп жатыр, барлығын мысалы көрініп тұр ашықтан ашық. Бұны кей университеттер жай ғана өзінің несі үшін, рейтинг үшін мысалы, қанша түлекті жұмыспен қамтыдық деген дүниені келтіру үшін қолданады. Бірақ оны еш жерде көп талап ете бермейді. Бірақ бізде мынау мемлекеттік тапсырыспен грантта оқыған студенттерге міндетті түрде жаңағы жұмыс істеп мемлекет қаржысын өтеуге міндеттеледі. Отработка деген дүние бар. Болмаған жағдайда оны қайтартады. Оны қайтартады. Қазір қайтарып жатқандар да бар мысалы. Бағана ол айналып кетіп бағана нәрсеге тіреледі ғой. Ол өзі ұнамаған мамандықты оқыды. ұбт-ның балы жететін мамандыққа түсе салды деген сияқты дүние бар. Сол қалай дейміз жаңағы біз бала түскеннен кейін мынау шыққан нәтижемен емес, оның себеп салдарымен алдын ала күресу керек. Яғни бала университетке түсетін кезде міне сен осыны отработка бар екендігін айту керек. Қазір мен таңғалғаным, бізде кейде университеттерде грант орындар босап жатады. Енді ол жалпы заңға сәйкес сол мамандықта оқып жатқан студент, ақылы бөлімде оқып жатқан студенттерде кімнің GPA бар ең жоғары, сол бала өтеді грантқа негізі автоматты түрде. Егер тең болып қалған жағдайда оны әлеуметтік жағдайына қарайды, басқа нәрселеріне қарайды деген сияқты. Енді біз кезінде мынау студенттер қатарында жұмыс істеген кезде кейде мынау студенттер атынан комиссия болып та бардық мысалы. Сол кезде қарайсыз, өз еркімен бас тартқан да студенттер бар мысалы. Яғни грантқа өте алады бірінші опты, бірақ бас тартады. Себебі ол ертең отработка жасаудан
ол жолмен істемейтінін біліп тұр ол. Иә, біліп тұр мысалы. Яғни саналы түрде сондай дүниелер жасайтындар бар мысалы. Енді бұл жерде мынандай ғой, белгілі бір деңгейде университеттер түлектерін жұмысқа тұрғызуға өздері міндеттеме алады, бірақ айналып келгенде әр адам өз үшін жауап береді ғой. Мысалы, егер жұмыс істеймін, өз мамандығымды істеймін дейтін адам болса, ол жұмыс табады. Мысалы, енді ол 4 жыл бойы жай ғана оқымай, дәл сол кезде қай жерде жұмыс істейтінін, университет бекіткен, мысалы, арнайы практикадан өту дейтін дүние бар. Сол сәттерді қалай пайдаланды, мысалы. Кейде біз көп жағдайда ондай дүниелер жай ғана мынау қиналмайтын дүниелерді жасағысы келеді. Мысалы, студенттер сондықтан да университет жасаған дүниенің барлығын жасап, егер де жақсы оқитын болса, бала бүгінгі таңда кез келген жерден жұмыс табылады ғой, мысалы. Мен ойлаймын, ол адамның өзіне тікелей байланысты дүние көп жағдайда. Енді университет жарайды, енді поэтапно кіре тұрық қой, сұхбатымызда мектеп басынан бастап университет енді жұмыспен қамтуға келетін болсақ көшсек, енді мына жұмыс берушілер көбіне мына проблема әлі де өзекті. Жұмыс беруші мысалы жас маман келді, қолына диплом алды, практика бір жерден өтті, бірақ көбіне практика өткен жер ала бермейді ғой жұмысқа бірден, жұмыс орнын қамти алмайды. Сондай кезде қолын дипломын алып алады да, мысалы жаз бойы іздейді, өзінің саласына барады, басқа, бірақ көбіне мына жұмыс берушілер тарапынан сенде еңбек өтілі жоқ, стажың жоқ деген сияқты қайтып жатады. Бірақ ол енді бітірген студент, ода стаж қайдан болады? Мысалы, осы проблеманы шешуде не жасау керек болады? Мысалы, қандай бір пікір айтар едіңіз, кеңес айтар едіңіз? Мысалы, осы проблема бар, осы жұмыссыздықтың бір бөлшегіне алып келіп отырған осы мәселе. Жоқ, жұмыссыздық проблемасы бар, бірақ бұл нарықта жұмыс жоқ деген сөз емес. Бізде көп жаңағы жастар оқуды бітіреді дағыны бір жоғары жалақымен жұмысты қалайды. Жұмыс ұсынады бар жер, бірақ өте төмен жалақыны ұсынады мысалы. Бірақ бәрі жаңағы бірден болып кетпейді ғой. Бәрібір де оған тәжірибе керек, оған жаңағы еңбек өтілі керек деген сияқты мысалы. Сен кеше ғана университет бітірген балаға жұмыс қалған кезде міне саған деп жоғары жалақыны ешкім бере қоймайды. Енді ол нәрсені шешу үшін бізде мемлекет тарапынан түрлі жағдайлар жасалып жатыр. Мысалы, жастар практикасы дейтін дүние бар мысалы. Одан кейін қоғамдық қызмет дейтін дүние бар мысалы. Менің алғашқы жұмыс орын дейтін сияқты бағдарламалар жұмыс жасап жатыр. Яғни, сен еңбек өтілің жоқ па? Дәл сол жаңағы қазір мансап орталығы дейміз, сондай жерге барып, құжат тапсырып, сен мемлекеттік бағдарлама арқылы уақытша жұмысқа тұруыңа болады. 6 ай, 12 ай деген сияқты. Сонымен әрмен қарай жұмысқа тұрып кетуге мүмкіндік бар мысалы. Бірақ яғни айналып келгенде оның да жалақысы төмен дейді да. Біз жаңағы нәрсе түсінуіміз керек, бірден саған ешкім көп жалақы бере қоймайды. Сен мына нәрсе айтамын мен, кейде жаңағы мамандық дегеннен шығады, біз кейде тек қана жоғары жалақы сондай мамандық таңдауға тырысады балдар көп жағдайда. Мысалы мен айтамын, сіздер дәрігерді таңдайды мысалы, 2 оқушы сөйтіп дәрігер мамандығын түсіп бітіріп шығады. Бірақ бітірген кезде дәрігер біреуі жоғары жалақы алады, біреуі төмен жалақы алады. Яғни айлық мамандыққа қарамайды, айлық мамандыққа қарайды. Яғни сен мықты маман болсаң, саған жоғары жалақы төлеуге барлығы әзір мысалы деген сияқты. Сондықтан да ол бітіргеннен кейін мен бітірдім екен, болды екен, мен жұмыспен қамтылу керек деген дүние жоқ. Сен мықты маман болсаң ғана саған жоғары жалақы беретін түсіну керек та мысалы. Ал енді еңбек өтілі басқа дүниенің барлығы осы мемлекеттік бағдарлама арқылы жинап басқа нәрсе. Немесе енді 3-4 курстан бастап сенің мамандығыңа сәйкес жұмыстар жасап, соларды тәжірибе жинақтауға болады негізі. Мысалы, бүгінгі таңда енді бұрынғы кездер қиын шығар, бірақ қазір онлайн жұмыс істеуге болады мысалы, жаңағыда айтып жатырық, гибкий графикпен де жұмыс істеуге болады. Сондай нәрсені қалыптастырып, біз мынандай ғой, қолға дипломды алған кезде ғана ойланамыз, мен қайда барамын деген сұрақ туындайды да. Біз жаңағыдай ғой, университет қойгенде мен қай пән таңдаймын, қай мамандыққа барамын дейміз. Университет бітіргенде дәл сол тенденция. Мен қақа жұмысқа кіремін деп ойланамыз. Неге соны 3-ші курстан бастап мысалы ойланбасқа? Егер 3-ші курста ойланып, соған қарай әрекет жасайтын болса, ол бітірген кезде жұмыс табатын еді мысалы. Жаңа айтып отырмын ғой, жұмыс табуда адам бірінші өзін табу керек деп. Соның мысалына нәрсе бар екен, түрлі 7 факторды жазып шығу керек екен мысалы. Біріншіден, сіз қайда жұмыс істегіңіз келеді, одан кейін қандай жалақы қалайсыз, қандай ортада жұмыс істеңіз, қай қалада жұмыс істеңіз деген сияқты жалпы сол жұмысқа байланысты 7 түрлі нәрсені жазып шығамыз. Қандай қабілетке ие болу керек деген сияқты.
сөйтіп мықты жұмыс табуға болады дейді. Енді қараңыз, мысалы зерттеулерге сүйенсек, мынау жалпы айтамыз, ашық источниктер дейміз, жаңағы HeadHunter бар бізде, жаңағыдай әртүрлі сайттар бар. Сол сайттарға мықты вакансиялардың 80% шықпайды екен. Мықты вакансия 80% шықпайды екен. Жарнамаланбайды, яғни ашық. Енді ашық, мысалы мықты бір жерге мысалы басшы керек, директор керек деген сияқты, оны былай айтқанда ашық конкурсқа салмайды. Иә, қазір оны түсіндірем. Одан кейін дәл сол жаңағы арнайы сайттар арқылы жұмысқа тұратындардың саны 4% дейді. Бұл енді әлемдік не бойынша, зерттеулер бойынша, статистика бойынша 4% дейді. Енді көп жағдайда біз жаңағыдай сондай сайттар арқылы, немен арқылы кіреді дағыны, бірақ ол жерге біз көп жағдайда уақытша жұмыс істеуге кіреді. 1 жыл істейді, 6 ай істеймін деген сияқты бір уақытша жұмыспен қамтуға, бірақ жұмыс істеу керек, істеу керек дейді, ол өзінің қалауы болмауы мүмкін деген сияқты мысалы. Ал егер де жаңағыдай өзі қай жерде жұмыс істейтінін ойланатын болса, жоспарлайтын болса, сәйкесінше соған қарай әрекет жасаса, ол жұмыс істей алады. Бағана айтып отқанда 80% мықты вакансиялар неге шықпайды, мысалы жаңағы ашық источниктерде шықпайды дегенім, кейде жұмысшылар тікелей бір танымайтын біреуді алғаннан көріп барынша коммуникация, мысалы мен оқушыларға айтамын, студенттерге, студент кезде барынша нетворкинг жақсы құру керек. Сен ешкім танымайды, сен ертең барып ешкім жұмысқа шақырмайды. Сені көріп біліп жүрген адам ғана саған жұмыс ұсынады. Мысалы мен енді өзім мысал келтірдім, мен мысалы университет бітірген кезде ешкімнің алдына резюмемді тастап барған емеспін деймін да, мысалы. Яғни сол нетворкинг арқасында өздері шақырып жұмыс ұсынады, мысалы. Яғни студенттер сондай әрекет жасау керек, мысалы. Жақсы коммуникация құрып, жақсы нетворкинг құрып, өзінің қабілеттерін жақсы дамытып, өзі қалайтын жұмысты мақсат ететін болса, ол жерге барып жұмыс істеуге өз қолынан келеді ол нәрсе. Сондай да, жаңағы жұмыс табылмайды, жұмыс жоқ дегеннен гөрі адам бірінші өзін түсініп, өзімен жұмыс жасаса, кез келген жұмыс табылады. Яғни ағылшынша айтқанда communication дейді. Networking деген сияқты. Өте жақсы. Енді мына жастар онлайн деген платформа бар бізде жұмыс істейтін. Ол жалпы қаншалықты пайдасын әкеліп жатыр, кері байланыс болып жатыр ма ол жерде? Иә, жалпы жастар онлайн платформасы бізде 2019 жылы қосылды. Яғни біз енді волонтерлық негізде оны бастадық. Себебі жастарға бір орталықтан ақпарат берейік дедік. Яғни мемлекеттік бағдарламалар болсын, жалпы әртүрлі жергілікті деңгейде жасалып жатқан жобалар болсын, әлемдік деңгейдегі форумдар болсын, басқа болсын, сол нәрсені берейік дедік. Біз оны ашқан кезде барынша жастардың тілімен сөйлетуге тырыстық. Себебі мысалы жалпы мынандай байқау жарияланды емес, байқау жүлде қоры 3 миллион теңге дейтін болсақ, жастардың қызығушылығы не қылады енді, жалпы не ғой енді, медиа саласын өзі істеген екен, инфоповодты дұрыс берсе қызығырақ болады деген сияқты. Дәл сондай немен концепциясы сондай, тек қана ақша көрсету, жаңа тегін деген сияқты дүниелерді алға тартамыз. Күніне мысалы айтайын, біз жаңалық саламыз, күндігіне кемі 20 адамға жуық дайректке жазады мысалы. Бір өкініштісі, біз енді толық ақпарат береміз ғой жерде. Көп адам айтады, біз енді береміз, тек біздің міндет ақпарат беру болды. Алға зерттеу, оны ұйымдастыру, кімге хабарласу керек, оның бәрі сөз жазылып тұр. Соған хабар. Ал біздегілер не істейді? Пост көреді дағыны, біздің жаңа жекемізге жаза береді, сұрақ қоя береді деген сияқты. Бірақ ол қуанарлық жағдай, яғни жастарға ол қызық болып жатыр, мысалы, қызығушылық бар деген дүние. Енді бұл жерде ешқандай да бір команда қазір мысалы жұмыс істеп жатқан жоқ. Тек қана мен қолым бос кезде бір отырып жаңалықтар жинап бір салып қоямын мысалы. И сәйкесінше сол арқылы естіп барып жатқан адамдарды мен кейде өздері жаңағы кері пікірлерін беріп жатады. Бір андай ғой, сол жастарға мен не бере аламын деген нәрсенің бір бұл жемісі да. Яғни жай ғана сөзбен емес, нақты іспен көрсетіп, дұрыс ақпарат берсек деген нәрсе. Мысалы кейде біз енді көп жағдайда мемлекеттік бағдарлама болсын, басқа болсын, жастар ақпараттанбай қалғаннан кейін қатыса алмай жатады. Яғни ақпарат жетпей жатады көп жағдайда жастарға. Немесе жастардан мынандай нәрсе бар, ұзақ сөйлеммен жаңағыдай бір текст көретін болса, оқымай өткізіп жібере береді. Қызық емес. Андай ғой бізде, оны таныстарына береді деген нәрсе кетеді да, мысалы. Ал енді жаңағыдай басқаша подходта береміз, оның да қатысу несі мынау мүмкін екен ғой деген сияқты дүние туындауы мүмкін деген сияқты немен. Сондай концепциямен жұмыс жасап, бүгінгі таңда жүргізіп жатырмыз енді, жайлап. Енді оның пайдасын көріп жатқан жастар бар.
иә. Жалпы жастар онлайн платформасы ол бір сіздің бір жеке табыс көзіңіз емес, не бір жұмыс орны емес, тек бір хобби десек. иә, қосымша қоғамдық қызмет қой былай айтқан кезде. Өзіңіздің бір адами қызметіңіз, азамат ретінде иә. Мен енді өзім парақшамда да салып отырамын. Енді менікі барынша да жаңағы білім бақты не болғанымен көп жағдайда кейде жаңағыдай түрлі конкурстар, байқауларды сол парақшаға салуға тырысамын. Кейде екеуіне бірдей саламын деген сияқты әйтеуір барынша ақпарат берсек деген ниет бұл жерде. Өте жақсы. Енді бұлай істеуге не шабыттандырады сізді? Енді қазір енді мына нарықтың заманында уақытта таппай жатады ғой, кейбір адам телефонда отырғысы келмейді. Мысалы, сіз тұрақты жұмысыңыз да бар, мысалы, бірнеше 14 жерде істеп осыған қақтан бір шабыт алып отырсыз. Жаңағыдай ғой, адам өмірге келгеннен кейін мен қоғам үшін не істедім, не қалдырам деген дүние болады. Мысалы, жай ғана күнде таңертең жұмысқа барып кетіп уақыт өткізуге де болады мысалы. Бірақ қанша айтпайтын сөзі бар ғой, адам бірінші өзіне, сонымен қатар қоғам үшін мен не істей алдым деген дүниемен жастар ауыру керек дейді былай айтқан кезде. Яғни мынау өмірге келгеннен кейін жай ғана өтіп кетпей, ертең пайдалы дүние қалдырып, пайдалы дүние жазсақ, адамның өмірінің мәні де кіреді да, мысалы. Менде сондай дүние. Сондықтан да енді ол көп уақыт алмайды ғой, жай ғана жаңалықты алып, оны мына салу деген сияқты. Сол дүние, мысалы, сонан кейін жаңағы сізден көрдім. Мен бір рет неде отырмын, жаңағы ұшып барадым, самолетпен бір кісі ассалаумағалейкум амандасты. Мен өткенде ол кісіден жасы үлкен кісі. Сөйтті да, сіздің парақшаңыздан мен осыны грантты көріп, сол грант ұтып алдым дейді ғой. Қандай күшті да, мысалы, міне нәтиже деген сияқты. Сондай сияқты кейде жазып жатады адамдар, рахмет деген сияқты. Сол халықтың, жастардың алғысы ғой, негізі. Дұрыс жолда келе жатырмын екен ғой деген сияқты дүниелер сол кезде туындап, барынша одан соң мен жұмыс істеуге жаңағы шабыт ашылады былай айтқанда. Мотивация былай айтқанда. Өте жақсы. Жылағым келіп кетті енді. Жақсы, енді мына өзіңіздің енді негізгі қызметке келсек, мына айтып қалдыңыз дәулеттен қорының жетекшісімін деп. Енді жалпы мына қайырымдылық қорына келетін болсақ, енді қазір көптеген түрлері бар, көбісі айналысып жатыр. Жалпы қазір енді осы дәулеттен қоры немен айналысып жатыр? Негізгі мақсаты қандай, қазір өзгерді ме әлде сол бағытта ма бұрынғы? Иә, жалпы қор бізде қазіргі таңда мәжіліс депутаты, блогер Дәулет Төлеутайұлы Мұқаевтың бастамасымен ашылған 2010 жылы. 2010 жыл бұл басталды, жалпы қозғалыс ретінде басталды. Одан 2020 жылдан бастап ресми түрде жаңағы әділет министрлігіне тіркеуден өтті. Барлығы заңды түрде жұмыс жасайды. Негізі қордың басты мақсаты бұл көп балалы мұқтаж отбасыларды баспаналы ету, сонымен қатар білімді талантты жастарды қолдау. Қор енді жалпы жаппай үйлі етуді емес, айына бір ғана отбасыны үйлі етуді көздейді. Одан бөлек барынша жаңағы білімді жастарды қолдауға байланысты арнайы шәкіртақылар тағайындаймыз. Кейде қиын жағдай тап болған ақылы бөлімде оқитын студенттердің бір жылғы оқу ақысын төлеп береміз деген сияқты. Балдарды мектепке дайындау, сосын кітап оқуға құштарлығын арттыру. Жалпы қор негізі 6 бағыт бойынша жұмыс жасайды деп айтсам болады. Ол бірінші баспана бағыты, екінші білім бағыты, үшінші денсаулық бағыты, төртінші жаңартылған жарқын мекен дейді. Жаңағыдай мекемелерді, кабинеттерді жабдықтандыру, сосын қазақ тілі бағытында, сосын үшінші мынау соңғысы денсаулық. Жалпы осы бағыттар бойынша жұмыс жасаймыз. Әлеуметтік бағыт. Өзіміздің жобалар бар жаңағы, бастамашыл болатын жобалар бар. Енді баспана бойынша жаңағы айына бір отбасын баспаналы етеміз. Көп жағдайда көп балалы немесе ерекше бала тәрбиелеп отырған отбасыларға басымдық береміз. Біз жалпы Қазақстан бойынша жұмыс істейміз. Бүгінгі таңға дейін 81 баспананы сыйға тарттық. Одан кейін білім бағытын жаңағыдай шәкіртақы тағайындаймыз, оқуын төлеп береміз деген. Денсаулық бағытында біз барынша ақпараттық жағынан қолдау көрсетеміз. Бүгінгі таңда 2000-нан астам жанның еміне қаржы жинау ақпарат қолдау көрсетсек, 2200-ден астам жанға тікелей қаржы аудардық. Яғни көмек сұрап келген әрбір жанға барынша кішкене болсын үлесіміз болса деп. Бірақ жалпы емнің толыққан сборын жинап бермесек те кішігірім ғана көмек береміз. Одан кейін жаңартылған жарқын мекен деп атадық өзіміз. Алшақ, шалғай ауылдарда орналасқан, аудандарда орналасқан бізде спорт мектептері бар. Арнайы инклюзивті кабинеттер бар деген сияқты. Сондай дүниелердің мысалы күресетін жердің кілемін алып беру, ішін жабдықтап беру деген сияқты көмектерді көрсетеміз. Мысалы республикалық реабилитациялық балаларды оңалту орталығына біз арнайы жалпы аутизм бар балдарды емдеудің 3 түрі бар екен. Ол жаңағы акватерапия дейді, сумен емдеу, ипотерапия дейді, атпен емдеу. Үшіншісі бұл құзға өрмелеу.
скалодром мысалы сондай орталыққа салып скалодром салып бердік деген сияқты. Яғни қазіргі таңда барынша мынау көп адамға көмек бере алатындай сондай бір орталықтар жабдықтандыруға да көңіл бөліп жатырмыз. Одан кейін енді қазақ тілі бағытында біз енді 4-10 сериал мультфильм түсірдік қазақ тілінде, тегін YouTube каналда бар. Одан кейін Балапан телеарнасына бердік көрсетуге. Мынау біздегі қоғамда сұранысқа ие болып жатқан түрлі әдеби кітаптарды барынша алып шалғай ауылдарға жаңағы тегін тарату, яғни бір рухани дамуына жағдай жасау бағытында жұмыс істейміз. Одан бөлек енді өзіміздің жаңағы бастамашыл жобаларымыз бар, кітап оқуға байланысты, яғни жаңағы жазғы уақытта кітап оқып, одан Дубайға жолдама беру деген сияқты. Мысалы, жалпы бүгінгі таңда жастардың сұранысына сәйкес дүниелерді беру. Одан кейін жыл сайын 1000 баланы кемі мектепке дайындаймыз. Жаңағы оқуға қажетті құрал-жабдықтарын алып береміз деген сияқты. Сондай түрлі бағытта жұмыс жасап келе жатыр. Барынша ең басты мақсат шын мұқтажға көмектесу, халықтың берген қаражатын діттеген жеріне жеткізу, мақсатты түрде пайдалану. Енді көп жағдайда жаңа сұрақ қояды, ақша қайдан жиналады дейді. Мысалы, біздің қордың қайнар көзі ол халық. Халықтың беріп отырған 100-200 теңгесі. Кейде көресіз 7 теңге, 77 теңге де аударып жатады бізде. Халық мысалы сондай сол халықтың беріп отырған 100-200 теңгесінің арқасында жиналған қаражатқа біз барынша жан-жақты көмек көрсетуге тырысамыз. Көпті көрсе көл болады дейді ғой мысалы. Иә, жаңа теңге тиыннан құралады деген сияқты. Теңге тиыннан құралады деген бар, иә. Өте жақсы. Енді былайша қарап тұрсам, енді аясы кеңейіп кеткен қазір. Кезіндегідей тек баспаналы қылу, стипендия тағайындау ғана емес, жалпы барлық саланы көріп жатсыздар ғой. Енді әлеуметтік мәселе қайда бар сол жақтың бәрін. Өте жақсы. Енді қаржыландыру көзі халық деп қалдыңыз ғой, енді сбор. Енді соңғы уақытта не өзгерген бір байқалады, мысалы, енді оны неге айтып отырмын, мысалы, былтырдан бастап осы қайырымдылық қорына деген бір назар қаттауды, және де қазір халықтың кішкене көпшіліктің ойы өзгеріп жатыр да, мысалы. Өйткені оғанда негіз бар, кейде енді барлығы бірдей емес қой, бірақ бір құмалақ бір қарнынан шертеді деген мақалда бар. Енді ол жерде бірақ себептер болып жатқан жоқ. Соңғы уақытта жаңалықтан өздеріңіз де көріп жүрсіздер, мысалы. Жақында сот болды оған қатысты. Сондықтан енді кейін тағы біреу пайда болып жатыр, мысалы. Дерті бар баланың атын пайдаланып, өзіне қаржы жинап, оның негізгі мақсаты, мысалы, емдеуін емдеген шығар, бірақ көбіне роскошқа кетірген деп жатады. Енді сіздерге осындай бір сенім жоғалу, мысалы, қаржының бір азайып қалу деген сияқты бір фактілер бар ма қазір? Жалпы бүгінгі таңда енді жалпы әлеуметтік желіде барлық жерде осы қорға қатысты дүниелер көп талқыланып жатыр. Оның әсіресе егерде кез келген қорға қатысты дүние болса, біздің қор міндетті түрде аталады. Себебі барынша енді жаңа танымалдық дейміз, басқа дейміз, бірден әсер етеді көп жағдайда. Бірақ дәл осындай жағдай болып жатқан кезде біздің қорға биыл осы мамыр айында 5 жыл толды. Біз дәл сондай дүниелер орындап жатқан кезде біз халыққа толыққанды ақпарат берейік, көрсетейік деп 5 жылдық есеп беру кешін өткіздік. Қандай қаражат қайда жұмсалып жатыр, қандай бағытта жұмыс жасап жатырмыз деген сияқты. Осы уақытқа дейін бізге қолдау көрсеткен волонтерлар, сол кісілерге алғыс айту мақсатында үлкен кеш өткіздік. Яғни бұл біздің ашықтықты көрсету. Енді бүгінгі таңда жалпы жылына 1 рет қайырымдылық қорлар есеп халық алдында немесе баспасөз ақпарат құралдары арқылы есеп беруге міндетті. Енді бұл халықтың сенімі басқасын барлығы тікелей бұл ашықтыққа, есептілікке негізделеді. Бұл біздің неміз бойынша, мысалы бізде арнайы сайт бар. Сайттың ішінде қандай қаражат қайда жұмсалды, біз толыққанды ақпарат беріп тұрмыз. Одан қала берді жыл сайын толыққанды есеп салып отырамыз, мысалы, қанша қаражат түсті, қанша қаражат жұмсалды деген сияқты. Одан кейін міндетті түрде бізден ерекшелігіміз мынау, бізден көп жағдайда мысалы бізден үй алуға сбор ашамыз. Айына бір үй алуға сбор ашамыз. Біз жаңағы барынша жиналған қаражат, мысалы, сол отбасыға жиналған қаражатқа тікелей сол отбасыға жұмсауға тырысамыз, мысалы. Яғни үй алуға 15 миллион қаражат жиналдық дейік, алатын болсақ, яғни сол бағаға сәйкес үй іздейміз, мысалы. Кейде болады, енді біз толыққанды үйді алып беріп ішіне кіргізу ғой негізі неміз. Біз кейде енді андай ғой, үй алып бере салу, ол оңай жұмыс болып көрінуі мүмкін, мысалы. Бірақ ол адам ол үй ұнай ма, тұра ала ма деген сияқты. Кейде енді мен өзім үйді таңдауға, қарауға барамыз, мысалы. Бір үйлер болады, бір кіргеннен жаңағы жылулық сыйлап, осы үйде болады екен ғой деген. Ал кейде шынымен де үй таппаған кезде қиналып кетеміз, біз кейде сол отбасыларын сұраймыз.
осындан соң үйлер шығып тұр, өзіңіз таңдаңыз деген сияқты. Таңдау да береміз мысалы деген сияқты. Сондықтан енді сондай ашықтық барлығымыз инстаграмға салып отырамыз, көрсетеміз. Кез келген адам тексереді. Одан бөлек біз мынау тек қана енді білесіз ғой, қазір Каспий Голдқа жинайтындар бар, басқасы бар деген сияқты. Біздің қорда Каспий Голдқа жинау деген жоқ. Тек қана заңды түрде мынау банктердің мынау платежи бөлімі арқылы ғана қаражат аударылады. Перевод қабылданбайды. Перевод қабылданбайды бізде. Енді қараңыз, перевод көп жерде біз Каспий Голдқа жинайды. Каспий Голдқа физлицоға түскен қаражатты бақылау қиын. Оны тексерісте не қыламайды деген сияқты. Ол құзырлы органдар айтады. Есебі жоқ қой, мысалы, есеп болмай қалады. Есеп жоқ. Сондықтан да біз онда перевод жоқ, бізде тек қана барлығы платеж арқылы түседі. Арнайы қордың шотына ол қорға түскен ақшаның бәрі көрініп отырады, ол және кеткен ақшаның барлығы көрініп отырады мысалы деген сияқты. Одан бөлек біз андай қылады, мысалы көп жерде адамдар жазады да, журналистер келеді офисқа, жаңағыдай дәл сондай ситуация болып жатқан, көп жағдай келіп бізден сұхбат алуға келді. Сол кезде мен көрсетсем ғой, жаңағы шкафты ашамыз, шкафтың ішінде толған құжат бізде мысалы. Яғни біз мысалы жай ғана қаражат бердік па, мысалы емге беріп қойдық емес, болды. Ол ақшаны қайда жұмсады, біз міндетті түрде оның есебін сұратамыз. Чегін аламыз, басқа дүниесін аламыз деген сияқты. Яғни ақшаның мақсатты түрде жұмсалуына көңіл не береміз, назар аударамыз мысалы. Міндетті түрде ол жерде жаңағы бір отбасы көмек берілеміз деп таңдалғаннан кейін міндетті түрде мынау заңгер договор, келісімшарт жасайды. Одан кейін бухгалтер қаражат аударады деген сияқты. Оған дейін барлық құжаттарын алып, былай айтқанда ол да бір бюрократия негізі. Себебі міне ертең бізді көрсететін мысалы қандай жұмыс жасадыңда, не болды, кімге қайда кетті дегенде сол құжаттың барлығы рәсім береді. Одан бөлек арнайы анкета аламыз. Жаңағы көп жағдайда болады, мынау фото видео түсіру. Яғни фото видео түсіруге де рұқсатын аламыз деген сияқты дүниенің барлығын жасап, солай өзіміздің белгіленген жұмыс істеу алгоритміміз бар. Сол бойынша жұмыс жасаймыз. Енді кейде келіп сұрап жататындар бар, біз барлығын көрсетіп, ашықтықты сақтауға тырысамыз. Жалпы мына риясыз жақсылық жасайын десең де бәрібір керек қой оның барлығы. Иә, ол міндет жоқ. Бұл мынандай да кейде сенімге қиын дейсіз ғой кіру. Бұл мысалы бұл менің жұмысым ғой. Мен бұны жұмыс ретінде қабылдаймын. Яғни жұмысымызды көрсетеміз, қандай жұмыс жасалып жатыр, оны бәрін көрсетуіміз керек мысалы. Ол бір басқа түрлі жаңағы көзқарастан емес, жалпы жұмыс ретінде қабылданғаннан кейін біз оны көрсетіп, кәдімгідей есеп беріп жасауымыз керек. Бағана ілініп кетіп жатырмыз деген рас айтасыз. Шынымен де комментарийге кірсең, мысалы, сіздер белгілі осыларды тексеру керек. Мысалы, біреу жаза салады мысалы. Енді осы жағдайлардан кейін бір құзырлы орган тарапынан бір тексеру болып па еді сіздерде? Енді құпия болмаса. Бізде біз өзіміз 3 жыл сайын міндетті түрде тәуелсіз аудиттан тексерістен өтіп отырамыз. Ал қазірге дейін ондай құзырлы органнан ешқандай тексеріс болған жоқ. Өте жақсы. Тексерім игіліктеріңіз енді сәттілік болсын барлығы да енді. Рахмет. Осылай дұрыс. Ең басты халықтың сенімі ғой бұл жерде енді негізі. Өте жақсы. Қазір енді өзіңіздің жеке жастар бағытында сөйлесіп жатырмық қой енді. Мысалы енді Инстаграм, ТикТок әлеуметтік желі деп жатсыз. Енді жастар сіздердің көбіне не сұрайды? Мысалы, сіз тек кеңес беріп қана қоймайсыз, бір жолдарында көрсетіп отырасыз ғой. Енді мысалы бағдарламаларды ұсынасыз. Енді ол тек қана дайректке де жазып жатыр дейсіз. Енді бағана бір белгілі бір шеңберде ғана сұрақтарды талқыладық қой. Енді жалпы көбіне қандай сұрақтар қойып жатады қазір сізге жастар мысалы? Қай жерде бос орындар бар деп сұрай ма, әлде қандай мамандықта оқыған дұрыс деп сұрай ма, әлде бір өздерінің мамандығын алып енді мен не істеймін деп сұрай ма? Қандай көбіне мысалы қызығушылық неде қазір, қай мамандықтарда? Енді жоқ, сұрақ түрлі болады. Бес саусақ бірдей емес деген сияқты түрлі сұрақтар келеді. Мысалы енді бізге көп жағдайда оқушылар жазады, қандай маман таңдасам деген сияқты. Енді осы кеше ғана бір кісі жазды, мен бакалавр магистратура бітірдім, енді қайда жұмыс істесем болады деген сияқты мысалы. Кейде жаңағыдай баспана қалай алсам болады деген сияқты сұрақтар жазады мысалы. Кейде резюмесін жіберіп маған жұмыс тауып беріңізші дегендей түрлі хаттар болады негізі. Енді қолдан келгенше бағыт бағдар беріп отырамыз. Бұл жерде не ғой? Қандай қабілетіміз неге жетеді? Бағыт бағдар берген болса бағыт бағдар береміз. Қай жаққа барып қандай әрекет жасау керек болса оны да түсіндіріп беруге тырысамын деген сияқты. Енді кез келген сұрақтың әйтеуір бір несін көмегін тигізуге тырысамын. Жақсы, енді білім жағын айттық, икемділігі жағын айттық, мысалы мына профессияны айттық, енді рухани жағына келетін болсақ, мына діни сауаттылық қаншалықты маңызды қазіргі таңда жастардың арасында, өйткені
жаңалық беттерінде де көп қой, мысалы қазір енді көбіне қызу талқыда қазір. Иә, қазір соңғы мынау 1-2 күннің ішінде өзі мынау қоғамда болған бір оқиғаға байланысты түрлі уже әлеуметтік желіде адамдар екіге бөлінді, барынша не қылып жатыр. Енді бұл жерде діни сауаттылық өте маңызды, себебі біз кейде сол діннің жаңағы атын жамылатын адамдар көп қазіргі таңда. Көп жағдайда сондай діннің атын жамылып дінге кері әсер ететін адамдар бар. Мысалы қазір енді жастар жас болғаннан көп нәрсені былай қалай дейміз, жаңағы сіңіріп алуға дайын тұрады ғой. Мысалы дәл сондай кезде бір сыни ойлау, діни білімнің де маңызы зор. Мысалы кейде неше түрлі жаңағы теріс ағымдар бар, теріс жаңағы бақытта жүрген жандар бар, мысалы жастарды баурауға көп тырысады. Сондықтан да бұл жерде сыни ойлау, сонымен қатар діни білімнің де маңызы зор. Енді қазіргі таңда университеттерде болсын, басқа жерде арнайы мамандар да жұмыс жасайды осы бағытта. Жаңағыдай бағыт бағдар беретін, егер де бір сұрақтары болса, мысалы сондай мамандарға жүгінуге болады деген сияқты. Одан бөлек бізде енді арнайы бізде Қазақстан діни мұсылмандар басқармасы бар, яғни арнайы орган. Мысалы оқушылардың сайтында да толыққанды ақпарат бар. Мысалы егер де бір қызықтыратын сұрақтар сол жерден табуға болады деген сияқты да. Мысалы енді діни сауат өте маңызды, оны дамытып отыру керек, себебі жаңағыдай теріс кейде жаман пиғылды жандардың атына еріп кетпеуге. Енді жастар кез келген ақпарат сіңіріп алады деп отырсыз ғой, енді әлі де бой таппаған соң. Мынандай бір енді бізде заңда бар ғой, енді діни оқуларды, уағыздарды, тағы да басқа енді дінге қатысты мәселе ол тек арнайы орындарда ғана рұқсат берілген деп. Бірақ та кейде бір жағдайларда болды, мына лекция оқығандар мысалы университетке кіріп, білетін шығарсыз, нархоз университетінде ма әлде бір жағдайлар болды, кейде ішке кіріп осындай діни сабақтар берді деп жастар түсіріп алып, оны оқығандай сияқты. Енді өзіңіз мына университетте жүресіз, көріп жүресіз, енді жастармен айналысады. Осындай бір шағымдар жолдап, сондайлар болды ма жастардың арасында өзіңіз? Жоқ, ондай тікелей кездеспедім. Сіз айтқанда да қазір қай оқиға екендігін есіме түсіре алмай отырмын. Бірақ енді біз зайырлы мемлекет болғаннан кейін ондай дүниелерді, яғни әсіресе оқу орындарында көп жерде ондай нәрсеге тыйым салынған. Бізде енді міндетті түрде әр деңгейіне, ол мысалы университет басшылығы болсын, басқасы болсын, арнайы бақылаудан тексерісін өткізіп қана жасау керек деп ойлаймын. Мысалы енді кейде көп нәрсе мысалы жаңағыдай ғой, ол бәлкім бақылаусыз өтіп кеткен шығар, кейде жаңағыдай не дейміз, ойламаған жерден сондай тақырып қозғалып кеткен шығар деген сияқты дүниелер бар. Бірақ енді бізде енді жалпы зайырлы қоғам болғаннан кейін ешқандай да үгіт насихат жүргізуге мысалы енді қоғамдық орындарда оған шектеу қойылған. Енді айналып келгенде адамның жаңағыдай ғой, өзіне байланысты оны қабылдау, қабылдамау жаңағыдай сыни ойлау керек деген нәрсе ғой. Жалпы дінді өзі оқып алып ізденген дұрыс деп айтып жатады көбіне. Мысалы өзі келу керек ол жолға дейді. Сіз қалай есептейсіз? Мысалы енді бағана білімді де барлығында өзі іздеп табу керек қой, сіңіріп. Мысалы дінге келгенде қалай бұл жерде? Енді мен өзім дін бағытындағы маман емеспін, енді мен жеке пікірім. Жеке пікір сол. Иә, жеке пікірім. Міндетті түрде енді өзі ізденуі де керек. Одан бөлек біздің енді мемлекет жаңағыдай арнайы айтып отырмын, мұсылман діни басқармасы бекіткен арнайы нелер бар, пәтуалар бар, басқа бар, сол арқылы ғана жүріп, егер сұрақтары болса, сол мекеме бекіткен имамдардан немесе сол арнайы орталықтарға барып сұрақтарға жауап іздеуіне болады деп ойлаймын өзім. Бірақ енді кез келген нәрсе айтып отырмын, адам өзі ізденіп, өзі талқылап, өзі анализ жасайтын болса, ол өзіне қажетті дүниені таба алады негізі көп жағдайда. Бірақ енді бұл кейде біз анау не қылып жатамыз ғой, түрлі жаңағы басқа елдердің несін қарап жатамыз, немесе әлеуметтік желілерінде мысалы әр деңгейге ілесіп кетіп жатамыз. Біз енді бәрібір де мынау өзіміздің дәстүрлі дініміз, ата баба жолын барынша сақтадық, үйдегі үлкендерден кеңес алып деген сияқты, солай ғана діни жолға былай келуге болады деп ойлаймын. Енді кейде пікір болып жатады, мына музыкалық аспаптар харам деген сияқты, енді бірақ соның ішінде домбыраны да айтып жатады енді. Оны енді сырттағы мемлекеттер емес, осы өзіміздің ішіміздегі мысалы кейде сондай үлкен бір мәлімдеме жасап жүретіндерді де кездестірдік. Мысалы видеосы да тарады, шу да болды, ол әлі күнге дейін де бір үлкен бір қоғамның ішінде бір басты назардағы мәселе болмаса да бір бар енді түрлі пікірлер. Енді осы дәстүрімізге қатысты жалпы домбыраға қатысты бағана ойларға қандай бір жеке пікіріңіз бар? Енді бұл мен жеке пікірім, алдын ала айтайын. Енді мынандай дүние ғой, енді жалпы
әртүрлі нелерде айтылып жатады. Бұл әлемде қаншама ұлттар өмір сүреді да. Бұл Алланың беріп отқан бір керемет сыйы. Алла қаласа бүкіл әлемді бір ұлт қылып жаратуына болар еді мысалы. Бірақ Алланың хикметі сода түрлі көп ұлтты қылып жаратып, әрқайсысына өзіне тән қасиет пен өзіне тән мәдениет бере білді. Яғни оның ішінде әр ұлттар өзінің тілі бойынша, мәдениеті бойынша, рухани байлығы бойынша бөлінеді мысалы. Енді бізде мысалы дін мен дәстүр қатар даму керек. Менің пікірімде жалпы дін, ислам діні бізде мынау Арабияда пайда болғанмен оның өсіп өркендеуі бізден орталық Азия, оныншы Түркістан, мынау Қожа Ахмет Яссауи бастаған ғұламалармен тікелей байланысты мысалы. Яғни дәстүр мен дінді тоғыстырған, соны бір орталыққа бағындырған да. Сондықтан енді біздің домбырамыз, біздің жалпы рухани байлығымыз ғой. Кезіндегі қандай қуаныш болсын, қайғы болсын, бүкіл тарихымызды жеткізіп келе жатқан бұл домбыра болғаннан кейін, бұл ешқандай да жаңағыдай оны саудаға салуға келмейді деп ойлаймын. Ол біздің ұлттық құндылығымыз, байлығымыз, сонда біз оны құрметтеп қастерлеуіміз керек. Ал енді дәстүрде мысалы жайдан жай бір шыға қоймады ғой. Мысалы біз кейде тек қана басқа елдерді қарап, соларға қызығып, біз солардың жолымен жүруге тырысамыз да. Жаңа айтқандай, әр елдің жаңағы өзінің салты бар, өзінің жолы бар, өзінің мәдениеті бар. Бізге де берілген мәдениет бар мысалы, өзіміздің дәстүрлеріміз бар. Ол дәстүрдің де артын ашып қарағанда, онда бір онда да үлкен тарих жатыр, үлкен мән мағына жатыр. Сондықтан да дін мен дәстүрді олай бірін-біріне қарсы қойып, жаңағыда немесе бірін-бірін жоққа шығарудың қажеті жоқ. Дін мен дәстүр ол егіз ұғым. Біз өзіміздің рухани азығымызды, мәдениетімізді, дәстүрімізді сақтай білуіміз керек. Енді сәйкесінше соған байланысты мысалы дінімізді де қатар алып жүруіміз керек деп ойлаймын. Жақсы, пікіріңізге рахмет. Енді мына дәстүр деп қалдық. Мына 4-5 жылдай бұрын осы материал жасадық. Енді журналистік дегеніміз тағы да басқа енді неше түрлі фильмдер жасаған кезде мына ұлттық киімге келген кезде біз қиналатынбыз. Мысалы бірең сараң бір кісілер болатын осы Алматыда тұратын. Мысалы біз оның нөмірін звондап, осы кісі киінеді, осы кісі күміс алқамен жүреді, осы кісі үнемі камзол не киіп жүреді, бешпет киіп жүреді деп кәдімгідей сұрайтынбыз оны уақытына келіп, келіссе барып түсіріп, оның атын атап көрсетіп әлемге, елге. Осы кісі 24 сағат несін шашбау тағады, мысалы ер адам болса тақиясын шешпейді деген сияқты бір ерекше бір көрсететінбіз да. Бірақ енді осы соңғы 2 жылда мысалы екінің бірі қазір көшеге шықсаң, мысалы серуендеп шықсаң, тіпті дүкенге кірсең де қыз бен ұлдың үстінде шапан белгілі көріп тұрады, тақия киіп жүреді. Мысалы кейбір қыздар мысалы әдемі андай күміспен көмкерілген мысалы әшекей бұйымдар тағады. Қазақ идентикасы бар бір дүние болады. Сондай пайда кәдімгідей көбейді және ол бір модаға кірді. Мысалы қазір көріп отырсаңыз Инстаграмда да мысалы ақтарып отырсаңыз таргет дейді енді реклама. Шыға келеді бір бала мысалы шапан киіп осындай бар, мысалы Ахмет Байтұрсыновтың мысалы стиліндегі киімдер дейді, мысалы Абай Құнанбаевтың шапанындағы стилде дейді, мысалы сақтардың дәуіріндегі деген сияқты. Неше түрлі мысалы мынандай қарапайым пиджактың өзі мысалы жұмыс орнына кетіп мысалы шапан қылып шығарып жатыр мысалы. Енді соңғы кезде мына Наурызнама деп тойлап жатқан кезде ұлттық киімдер деген бар ғой мысалы ішінде арнайы күн. Сол күнде бүкіл жұмыс орны мысалы солмен шығады. Енді бұл қуантарлық жайт емес пе енді? Жастардың осындай дәстүрге киіліп жатқаны. Енді бұл бағытта бір терең мән беріп кеткен дұрыс па әлде бір сонда да заман талабын ойлау керек пе? Қалай ойлайсыз осы жағын? Енді бұрындары сөздің шыны керек, шынымен де көп ондай ұлттық киім сататын, ұлттық киім тігетін нелер санаулы еді. Бірақ бүгінгі таңдағы сұраныстың артуы түрлі түстегі, түрлі оюлармен шығаратын тігіншілер, үлкен нелер көбейді. Бұл көңіл қуантарлық дүние. Әсіресе оны біздің жастар жағы да дұрыс қабылдап, өздеріне сіңіріп жатыр. Бұл нәрсеге тек қана қуану керек, бұны қолдау керек деп ойлаймын. Енді біз бір жаңағыдай ғой, заман ағымына сәйкес біз енді жалпы ұлттық киімді де заманауи үлгіде тігіп жатыр мысалы. Ол да сәйкесінше мысалы жастардың сұранысына байланысты. Біз кейде андай киімдер, ұлттық киімдер болады, кейде мереке күндері ғана киюге болатын. Бірақ енді қазір таңда күнделікті киюге де болатын киімдер шығарып жатыр ғой мысалы. Оны жастар киіп жүр, қолданып жүр деген. Яғни біз тек қана жаңағыдай Наурызда немесе бір 10 күндікте ғана емес, соны жыл 12 ай киюге үйреніп келе жатырмыз жайлап. Бұл жақсы тенденция. Себебі бұл ұлттық киім оралса, бұл ұлттық болмысымыз оралады, ұлттық кодымыз оралады деген дүние. Сондықтан да тек қана қуана қолдау керек деп ойлаймын.
Өте жақсы. Енді Жасұлан мырза, сізде бір мүмкіндік бар дейік, елестететін әлемге бір айтатын бір сөйлем кеңес ретінде. Жарайды, әлемде үлкен бір Қазақстан ғой, енді жалпы соның қызығушылығымен жұмыс істеп жатырмыз, соның дамуы біздің бар ойымыз деген сияқты. Қандай сөйлем бір айтар едіңіз? Бір мүмкіндік бар сізде, мысалы жастарға немесе жалпы халыққа айтатын? Бір сөйлем ғана айту керек па? Енді жалпы бүгінгі таңда жасап жүрген жұмыстарға байланысты, мысалы өзіңді таны деп айтатын едім. Өзіңді таны деп. Себебі бүгін өзін өзі танымай жүрген бір қаншама. Кейде адасып жүрген жастардан көп нәрсе, өмірдің мәні неде, мен не үшін жүрмін деген сауалдар көп туындайды. Яғни қуыс кеуделік басымда, мысалы біз анау заман ағымына сәйкес жаңағы әлеуметтік желілерді қарап, кейде мен неге ондай емесім деген сияқты сұрақтар туындайды. Әр адам жекелей, әр адамның өзінің қабілеті бар, қабілет ешқашан да жаңағы адамға ұқсамайтынын түсінуіміз керек. Ол саған біреуге жетістік ерте келеді, біреуге кеш келеді, мысалы. Біреу жетістікке ерте жетіп, бәлкім ерте кетіп қалуы да мүмкін деген сияқты. Немесе жарқ етіп сөніп қалуы да мүмкін да. Сондықтан да басқа қызықпай, барынша өзіңді танып, өз жолыңды құруға талпыну керек деп ойлаймын. Сондықтан мен тек өзіңді өзің таны деп айтатын едім. Жақсы. Енді Жасұлан, сен ештеңе өзгерте алмайсың деген бір ой келген кездер болды ма? Мысалы, тауың шағылып, сағың сынып деген сияқты. Ондай сәтте қалай өзіңізді қайттан жолға қойдыңыз, мысалы, болған болса? Ондай сәт болмады, бірақ бір не болды, жаман өзімді жаңағыдай тастай салған сәт болған. Ол жаңағы ұбт тапсырған уақытта есімде, ұбт тапсырдық. Сол кезде енді ол кезде 125 балл біздегі. Сонымен нәтиже келеді. Нәтиже қазіргі сайттан көре салу емес. Ол кезде мынау мектеп директорының орынбасары шығады, терезеден оқиды айқайлап. Мынау мынанша балл деп. Дәл сол кезде есімде 125 баллдан Қуандық Жасұлан 97 балл деді. Мен 97 баллмен ешқайда түсе алмаймын ба еді, именно менің мамандығыма. Сосын қараймын, географиям ба өте төмен балл жинағам. Проходной жоқ болды ау деймін, есімде жоқ. Шекті балл алмадым ба, кәдімгідей мен не істеймін деген сұрақ туындады. Кәдімгідей быт-шыт болды былай айтқан кезде. Салым суға кетіп, сонымен уже қатты ойландым, не қылдым деген сияқты. Сол кезде хабар келді, осындай варианттар қате тексерілген екен деген сияқты. Бір 42-ші саннан басталатын варианттар деді. Менікі де дәл сондай, мысалы. Енді ол жерде мен ғана емес, байқаймын, батым бір 5-6 баланың балы төмен, енді былай жинап жүрген балдан ше. Сол кезде бір жаман жаңағы көңіл күйім түскені бар, енді салым суға кетіп дегендей. Одан кейін барып тексеруге барып қайтты. Сонымен түнгі сағат 10:30-да жауап келді. 116 балл деді. 116 балл деді. Сондай сәт болған негізі. 97-іңіз 116 болды. 116 болды. Яғни сол кезде именно мен таңдау пәнім география дұрыс тексерілмеген деді. Қате кетіп қалған деді. Сонымен мысалы географияны 23 балл жинадым дағыны. 116 балл болды. Сондай сәт болған негізі. Ал енді кейде болып жатады ғой, мысалы жұмыс барысында бір жұмыс болмай жатады, кейде жаңағыдай біз енді қайырымдылық саласында жүргеннен кейін кейде алғыстың орнына қарғысап қаламыз, біреуге көмектесемін десең ниет бар, бірақ енді жаңағыдай ғой, ниет бар, мынау ереже бар, басқа бар, мысалы көмектесуге келмейтін де мысалы нелер болады, сәйкес реализация кезінде қиындық. Иә, одан кейін жаңағы біздің ережеге сәйкес келмейтін де адамдар мысалы айтады, сіз біздің неге сәйкес келмейсіз талаптарға деген сияқты. Мысалы сондай кезде кейде жаңағыдай қатты айтатын адамдар болады мысалы. Сондай кезде бір неғып қаласыз, бірақ оның артынан басқа адам алғысын айтып, жаңағы рахметін айтып жатқан кезде бұл жаңағы бүкіл дүние ұмытылып қайттан шабыттандырады мысалы. Енді бұл андай ғой, бір жатып қалып депрессияға түсетін де мүмкін жоқ. Енді жалпы менің жаңағы не дейміз, таланттарымызды зерттеп қазір түрлі тесттер бар ғой. Мынау соңғы Галлап дейтін тест бар, енді Америкада пайда болған. Қазір бүкіл жастар көп жағы соны тапсырып жатыр. Сонымен қатар соны қазір әлемдік мықты IT саласында кәсіп жаңағы компаниялардың барлығы сол не бойынша алады жұмысқа. Яғни резюмеден бөлек сол таланттарыңды бақылайды деген сияқты. Соны тапсырған, соның ішінде менде мынау бәсекелестік дейтін талант бар. Ол менде өте жоғары алғашқы қатарда. Яғни мен өзге жанды көре отырып, мен одан шабыт аламын, и мен қатты жаңағыдай мен де сондай боламын деген сияқты ішкі жаңағы не дейміз, ішкі дауысым жатқызбайды былай айтқан кезде. Сондықтан да соның арқасында мен кейде депрессияға түспей, тек қана алға қарай жүре беруге тырысамын. Ағылшын тілін игеру қаншалықты маңызды қазіргі таңда? Сосын мына
тенденция рас па, ағылшын білетіндер жоғары айлық ала алады, жолы енді ол енді бір жағынан да ойлап қарасаң шетелге жол ашылады ғой енді былайша. Иә. Қазақстанда енді шетелге кетіп қалуда ол біздің адами капиталға ешқандай пайдасы жоқ қой. Енді ол барып білімін алып келіп Қазақстан қайттан келіп жатса жақсы. Енді жаңағы не дейміз, ақылдылардың ағылуы деген не бар ғой өзі, теория бар, яғни мықты адамдардың шетелге кетуі деген сияқты. Бірақ енді ол адам шетелге барып білімін жетілдіріп қайттан Қазақстанға келіп оның нәтижесін көрсетіп жатса, неге жібермеске деген сияқты. Енді ағылшын тілі өте маңызды деп айтамын, өте маңызды. Мен кейде жаңағы оқушыларға айтамын, 10 сыныпта уже сізде ағылшын тіл сертификаты болу керек деген нәрсені. Себебі ертең бірінші курс, екінші курста шетелге барып, жаңағы не дейміз, академия мобильность дейді енді, академия ұтқырлық бағдарламасы, шетелге барып бір семестр оқып қайтуға болады деген дүниенің барлығы саған ағылшын тіл сертификаты маңызды сұрайды деген сияқты. Сәйкесінше ағылшын тіл білетін мұғалімдердің жалақысы өте жоғары. Яғни оған арнайы егер де сертификат берсеңіз, кей жұмыс орындарына оған үстінен қаржы қосылады мысалы. Енді сондықтан ағылшын тілін меңгеру өте маңызды. Тек қана бір ғана тілмен шектеліп қалуға да болмайды, барынша. Неғұрлым көп тіл білген сайын көп елдің мәдениетін білетін деген сияқты. Қазір білесіз бе, мен де қуанатыным, мен жанымдағы орта сондай шығар, мен танитыным да сондай шығар. Қазір жастардың көп ағылшын тілін біледі. Ағылшын тілін білу ол күнделікті қалыпты жағдайға айналып кетті. Мысалы уже басқа тілдерді меңгерудің уақыты келген сияқты мысалы көп жағдайда. Сондықтан мен көп айтамын, енді адам жасы ұлғайған сайын кез келген нәрсе меңгеру қиындай түседі екен. Жалпы адам 25 жасқа дейін ғана жаңағы миы көп нәрсені қабылдауға қауқарлы болады екен. Сондықтан 25-ке дейін оқитын нәрсені оқып тілді үйреніп алыңдар деп мен айтамын көп жағдайда. Мысалы менің қазіргі ағылшыным болсын, басқа тілдерім болсын, мен сол мектептегі фундаментмен қалды. Одан кейін оқуға қанша тырыстым, не қылдым, жаңа дамытуға, көтеруге деген сияқты. Бірақ бәрібір де уақыттың тапшылығы, жұмыспен қатар алып жүру деген сияқты дүниелер мүмкіндік бермейді. Сондықтан да студент кезде ғана соны меңгеріп, игеріп алса, өте жақсы болады. Одан кейін зейін қою қиындай түседі ғой енді. Иә, шынымен де ол әртүрлі жұмыс бар, басқа бар, отбасы бар деген сияқты. Сонымен кейде жаңағы өзіңнің жеке қабілеттерін дамытуға мүмкіндік болмай қалады. Of course дейсіз ғой. Жақсы, енді өзгеріс жасағысы келетін, бірақ қазір қорқып жүрген адамға не айтар едіңіз? Мысалы, бағана айттыңыз ғой, кез келген саланы игере беретін бәсекелестікке қабілетті болу керек деп. Бірақ соны комфорта дегенге үйренетін адамдардың бар енді. Неше түрлі ғой енді адамның ішінде психикасы. Кейбір адамға мысалы стабильность дейді ғой енді. Сол майдай жағады. Кейбір адам бір орында отырса, мысалы 2 жыл отырып қойса, мен дамып жатқан жоқпын деп деградация отырым керісінше дейді. Бірақ өмір сол қалпыда, сол айтып жатқан жұмысын істеп жатыр, сол жаңа нәтижеге де жетіп жатады, бірақ көңілі толмайды өзіне. Енді осындай кезде бір жолымды өзгертейін дейді, бірақ қорқыныш болады ода. Бағана айтып отқан қолына диплом алған студентте мысалы сол дипломына қарай жұмыс істеп қалған ғой, мысалы біз деген қалыптасып қалған ой, мысалы принцип дейміз, мысалы отбасыда ертең ол заңгердің оқуын оқып ертең экономикаға кетіп жатса тоже бір жақпай отырады да. Енді жалпы өмірін бір 180 градусқа өзгерткісі келетін адам бірақ қорқып жүрген болса, оған не айтар едіңіз? Енді мен қатты психолог не коуч емеспін, енді өзімнің түйгенімді айтайын. Енді жалпы адам неғұрлым жас өскен сайын кейде жаңағыдай не дейміз, мынау рискке баруға, тәуекел жасауға қорқа бастайды. Енді көп жағдайда жастық кезде барынша тырысу керек. Одан кейін біздің мынау ойлау дүниеміз көп нәрсені мүмкін емес қылып көреді. Мысалы бірдеңе өзгерту керек десе, ол қиын ғой, немесе қолымнан келмейді деген сияқты дүниелер болады. Жалпы ол біздің мынау кішкентай кезден қалыптасқан дүниеге де байланысты екен да. Мысалы, білесіз ғой, мысалы Қытай Халық Республикасы бүгінгі таңда дамыған елдердің қатарында. Кез келген дүниенің артында Қытай тұр мысалы. Өндіріс болсын, басқа болсын деген сияқты. Сонда бірінші орынға да шығып бара жатыр ғой. Иә, ол қандай деңгей, қалай ол деңгейге жетті деген кезде сол Қытай елінің социологтары зерттеу жүргізген екен. Енді Америка ғой, енді бізде жаңағы қарайтын ол жылдары, енді алдыңғы 10-15 жыл бұрын мысалы Қытай ондай емес еді былай айтқан кезде. Сол кезде зерттеп барып неге барған екен? Америкаға барып зерттеу жүргізген екен. Сонда байқайды, мектеп жаңағы кітапханаларда жаңағы фантастикалық жанрдағы балалар әдебиеті өте көп екен. Яғни неғұрлым фантастикалық жанрдағы әдебиеттер көп болса, баланың соғұрлым армандау, қиялдау нәрсесі деңгейі жоғары болады екен. Оны келеді дағыны Қытай социологтары Қытайдың ішінде жаңағыдай сондай әдебиеттерді көптеп шығарып бүкіл жерге тарата бастайды.
тарата бастайды. Енді нәтижесін көріп отқан шығарсыз. Енді 10-15 жылдан кейін, яғни соны оқып, соны неғылған бала, яғни неғұрлым бала дұрыс армандай алса, дұрыс қиялдай алса, сол нәрсеге жетеді. Біз анау кейде мынау осы балдардың арманын орындайтын да бір осы жастар болды. Жаңағы сондай балдар армандайды, сол арманын орындап береді. Енді әртүрлі қиын жағдайға түскен балдардың. Сол кезде сол кісілер айтады, біздің балалар армандай алмайды дейді да. Мысалы, арманың не дегенде бір блогермен кездесу, ары кеткенде сондай. Иә, немесе менің арманым iPhone деген сияқты мысалы. Ал басқа енді жаңағыдай шетелдегі балдардың арманын көрсеңіз, енді өте мен там космосқа барғым келеді мысалы да, былай айтқан кезде. Немесе андай үлкен үйдің сыртын бояп, бір өзінің қиялында дүниелер жасайды да мысалы. Кейде сондай дүниелерді әсер етуі мүмкін мысалы. Яғни адам бірдеңе өзгерту үшін ол нәрсені сене алу керек. Және армандай алу керек. Адам мына нәрсе дейді ғой, адамға қолынан келмейтін дүниені бермейді. Былай айтқан кезде ойына салмайды деген мысли материаль дейді ғой. Яғни сенің ойыңа келме, яғни ол сенің қолыңнан келеді. Мысалы мен бір нені көрдім алдын. Мысалы кезінде мынау алаш қайраткерлеріне не берді ғой, енді бізде кітап жазу үрдісі болды ғой мысалы. Ахмет Байтұрсынов тіл әдебиетін жазды, не деген сияқты. Сонда мысалы кейбір нелер ол саланың маманы болмаса да кейде сол сала бойынша кітаптар жазып шықты. Кейде біз ойлаймыз, мына жұмыс менің емес деп ойлауымыз мүмкін да. Бірақ сен ол жұмыста жайдан жай жүрген жоқ болуы мүмкін. Сен соған бір үлес қосатын, яғни саған берілген бір атқару керек міндет немесе миссия болуы мүмкін да. Любой кез келген мамандықтың мысалы жұмыс жасап жүрсің. Яғни бұл менің мамандығым емес деп былай ойламай, сол мамандықта не қалдыра аламын, не істей аламын деген дүниемен, яғни соны таба білу керек та деген сияқты. Сондықтан да кез келген өзгеріс жасайын дейтін адам егер де зона комфорт, енді адамның ол темпераментіне де байланысты мысалы. Біреу жаңағыдай интроверт болады, біреу экстраверт болады дегендей мысалы. Кейде біреу сондай өзгеріс жасайды, немесе біреу тыныш қана жүре берген жақсы көреді. Иә. Бірақ енді ішінде өзгеріс жасаймын дейтін жаңағы ішкі ниеті бар адам, уәдесі бар адам, ол адам міндетті түрде жасайды. Иә. Тек қана жаңағыдай өзіне сенсе болғаны. Иә. Енді соны айтқым келді, егер де өзіңе сенген адам кез келген өзгеріс жасауға несі болады, қауқары болады, және ол нәрсені жасау керек. Адам бір нәрсені жасап, одан жаңағыдай не ғой, тәуекел етуден қорықпау керек та. Кез келген жаңағыдай үлкен сәтті қадамдардың артында сондай үлкен тәуекелдер тұрады мысалы. Сондықтан да жаңа тәуекел түбі жел қайық өтесіне кетесің демекші. Кез келген нәрсені өзгертуге тырыссаңыз, тәуекел етіп көріңіз и оны жасаңыз деп айтқым келеді. Өте жақсы. Өз басыңызда болды ма ондай мысалы бірдеңеге тәуекел етіп бастап деген сияқты, осы мысалы қазіргі істеп жатқан салаларыңызға қатысты? Менде өте жоқ, мен кішкене не дейміз, тәуекелшіл адам емеспін. Себебі менде жаңа не дейміз, бізде қалай жаңа синдром отличника дейді ғой. Яғни сен бірдеңе бастадың ба, сен соның маманы болу керек, майталманы болу керек дейтін дүниелер тұрады. Не жасасаң идеалын жасау керек деген дүние ғой мысалы. Сол нәрсе кейде ойға түрлі дүниелер келеді, бірақ жасауға қорқасың мысалы. Бәлкім білім жетпей қала ма, бәлкім жаңағыдай жүрмей қала ма деген сияқты мысалы. Сондықтан да көп тәуекелге бара бермеймін өз басым. Егер барған күннің өзінде жаңағыдай оқып, білімді жетілдіріп барып қана баруға тырысамын. Жақсы. Енді бағана айттыңыз ғой, оқуды бітіріп осы сала бойынша қызмет етіп деп тағы да басқа енді жол тауып отырсыз ғой, қазіргі таңда нәтижеде шығарып жатсыз. Енді алғашқы тапқан табысыңызды қайда жұмсадыңыз мысалы? Мен былай ғой, жаңағы жұмыс етіп ішінде бір хоббиім бар, ол менің дизайнер хоббиім. Графикалық дизайнермін. Жаңағы компанияларға, басқа нелерге түрлі жаңағы постерлер, афишалар жасап беремін былай айтқан кезде. Ең алғаш неофициальный дейміз, жаңағы ресми емес жұмысым сол болды. Жасап арасында қаржы, бірақ ол өте үлкен көлемде емес болды. Студент кезде ме? Студент кезде, ол 2-ші курстың кезінде болып жасап бастадым. Одан кейін мен тұрақты түрде жұмысқа тұрғаным, ол 2-ші курс бітірген кезде мынау жылдам кәдімгі фастфуд дейді ғой, енді фастфудқа барып, повар болып, аспаз болып істегенім есімде мысалы. Ең алғаш алған айлығым 62 мың болған, қателеспесем, барып сотқа сатып алғам. Қай жыл ол? 2000 қашан түстім? 16 жылы. 2016 жылы. Сол кезде Samsung деген сотқа сатып алғам есімде. Себебі мен университет түскен кезде қолымызда жаңа ескі телефондар болды мысалы, жаңа әлі ол кезде кнопкалы телефондар болды деген. Сол кезде ең алғаш рет сенсорлы, былай дейміз, смартфон сатып алғам енді Samsung деген сияқты.
кәдімгі өз еңбегіңізбен тапқан иә, алғашқы табысыма солай алғам мен. алғашқы табысқа алынған алғашқы мүлік па әлде Иә, алғашқы мүлік. өте қызық. Енді бұл сұрақтың ар жағындағы енді астары неде? Мына қаржы сауаттылық деген мәселе болып жатыр ғой қазір. Енді мысалы мемлекетте де айтып жатады, мысалы қаржылық сауаттылықты арттыру керек деген сияқты. Енді сол жағынан қандай бір кеңес берер едіңіз? Мысалы қазір ақшаны енді білімнен бөлек қайда бағыттаған дұрыс? Мен енді жаңағы барынша жастармен кездескенде де кеше жаңағы оқушылармен кездесемін, сол кезде қаржылық сауаттылықты айтыңызшы дейді көп жағдайда. Барынша кез келген нәрсені есеппен жұмсаған дұрыс қой. Күнделікті өзіңе есеп беріп, қандай шығындарды жібердің, қайда құрттың, немесе жаңағыдай пайдасы жоқ дүниелерге ақша құртпауды тырысу керек. Бар нәрсе бірден болмайтынын түсіну керек. Теңге тиыннан құралады бағана айтқанымызда, иә. Күнделікті жаңағыда 100 теңге, 200 теңге болса, соны жинақтаса үлкен қаржыға барады мысалы. Енді мен студенттерге айтатыным, сіз жаңағы студент болып жүрген кезде стипендияңыздың ең болмағанда кемі бір 5-10 мың теңгесін жинауға салыңыз. Әсіресе баспана салуға, жинауға салыңыз. Арнайы депозит ашыңыз, соған салыңыз. Сол арқылы сіздердің бітірген кезде кішігірім болсын жаңағы алғашқы жарнасы дайын тұрады мысалы. Андай ғой, бастың панасы болмаса, ертең басқа нәрсе ойлауға да қиын да мысалы. Сондықтан студент кезден бастап жаңағыдай қаржы жинауды әдетке айналдыру керек негізі. Мүмкіндік болса жаңағыдай адамның жаңағы пайдалы емес дүниелерден өзін тыйып, пайдалы дүние құю керек. Одан кейін бүгінгі таңда жаңағы өзінің біліміне инвестиция салғаннан бөлек түрлі қазір енді не дейміз жаңағы кәсіп бастауына да болады мысалы, немесе қазір таңда инвестиция дейміз ғой жалпы. Трейдинг саласы бар қазір көп жағдайда. Бұрынғы кезде ондай қатты емес еді, қазір барынша түсінікті тілде барлығын түсіндіріп жатыр мысалы. Оған да қаржы салуға болады. Бірақ енді ол бәрібір ол табыс аз болғаннан кейін бәрібір сол депозитке баспанаға жинау керек деп ойлаймын мен. Себебі өзім ең алғаш баспанамды 23 жасымда алғанмын. Баспана алғаннан кейін де адамның армен қарай жаңағыдай жұмыс жасау, қаржы табу деген сияқты бір менің қолымнан келеді екен ғой деген дүние пайда болады да мысалы. Сондықтан да қазірден бастап қаражат жинап, сондай баспанаға жинау керек деп ойлаймын. Ол керек дейсіз ғой. Енді дұрыс, жылжымайтын мүлік, орында тұратын не дейді ғой, мысалы капитал. Енді қазір мына ипотекалық бағдарламалар өте көп бізде. Енді ол сіздіге бір таныс емес, бір не емес. Білесіз, ол салаңда жақсы кеңестер де бересіздер оған қатысты. Енді жалпы мына оған да қатысты мысалы ой өзгерістер болды біздің әлеуметте. Мысалы кезінде кредит енді шығып жатты осы бертін келе осы 2000-нан былай қарай ғой, енді банк жүйесі мысалы кредит бере бастады. Ол кезде мына ипотека деген сөз бір ұятты бір сөз көрінетін, мысалы үйді қойбай қарызы қалыпты деген сияқты, кейде әңгіме болмасын деп мен наличка қалдым деген сияқты айта беретін, төлеп жатқан кредитін жасыратын. Бірақ соңғы уақытта сол 10 жылда дейміз ба, мысалы кеуде қағып тұрып айтатындар бар да, мысалы мен Алматы жастарымен үйлі болдым міне деген сияқты, баспана немен мысалы бағанағы Наурыз бағдарламасымен мен алдым деген сияқты кәдімгідей оны жария етіп көрсетіп те жатады. Мысалы енді соңғы уақытта статистикаға сүйенсек, мысалы ипотекамен алып жатқан үй көбейіп бара жатыр да. Бағанада айтып отқан кеңесіңізде сол орынды баспанаға жинау керек деген сияқты. Өте жақсы. Енді қорытсақ ойымызды, пікірімізді, барлығы осы сұхбатымызда, жалпы өзіңіздің мақсатыңыз не, арманы не де енді? Өзіңіз мысалы әлде жас буын қатарындасыз ғой, мысалы 35-ке толмаған шығарсыз әлі? Мен қазір 28-де. 28-десіз, әлі де жаспыз, мен де жаспыз деген сияқты. Қандай да бір әлі толықпаған, мысалы білген 9 біледі, білмейтін 99 деген сияқты бір ой болса. Жоқ, әрине айтады ғой, қазіргі қоғам біз lifelong learning дейміз ғой. Адам өмір бақи оқиды. Бұрындары статистикаға сүйенеміз, бұрын біздің әке-шешеміз мысалы бір жаңа университет бітіргеннен кейін жұмысқа тұрады, жұмысқа тұрғаннан кейін жаңа 60 жасына дейін жұмыс істейді да, оны пенсияға шығып отыратын. Ал бүгінгі таңда қоғамдағы қазір қалыптасқан дүние жаңа оқып жүріп жұмыс істейді. Примерно 40 жасқа дейін жұмыс істейді, 40 жастан кейін екінші жұмысқа ауысуда, немесе жаңа білім игеру мүмкін мысалы. Қазір таңда көп қой, мысалы жасы үлкен болып тұрып та жоғары білімге түсіп жатқандар, бақытын өзгертіп жатқан жандар көп мысалы. Яғни адам өмір бақи оқиды, және ол дамуын тоқтатпау керек мысалы. Әрине мен де білетінім бір, білмейтін 99, көп нәрсені білмейміз енді. Адам өлген кезде ғана оның кім екендігі айтылады дейді ғой. Ал оған дейін сен білім жинай бересің, өзіңнің тұлғалық жаңағы қабілетін дамыта бересің деген сияқты. Сондықтан да ізденуден шаршамаймыз, барынша оқуға
тырысып жан жақты. Енді басты дүние халыққа пайдалы болсақ, жастарға пайдалы болсақ деген дүние. Себебі кейде өсіп келе жатқан ұрпақ мен саған қателік жасамаса немесе бірдеңеге саналы түрде барса деген ой. Мысалы мен өзім қазір енді мына профанта саласы келгеннен кейін мен Қазақстан әрбір ауылын аралап оқушылармен кездесу өткізгім келеді. Мысалы жай оған мен мамандық таңдап беруінен айтпайын, жалпы маман болу, оқушыға маман болу, не үшін маман болу керек, мысалы не үшін мамандық маңызды деген дүниелер. Мысалы кейде ол нәрсе бізде талқылана бермейді ғой. Мысалы жай ғана отбасында шай басында ешкім талқыламайды. Мысалы қазір енді статистикаға сүйенсек, көп ата-ана, қателеспесем 75% ата-ана баласының қандай мамандыққа қызығатынын білмейді екен. Яғни біз енді ата-ана мен бала арасында да қазір көп не жоқ қой, көбінесе әлеуметтік желімен былай жан-жағы кетіп қалады. Сондықтан да тілдесу болмай жатады. Кейде сол мамандықтың маңызы, не үшін қазірден бастап іздену керек, қазірден бастап оқу керек деген сияқты бір қарапайым дүниелерді мен сол ауыл балдарына жеткізсем деп өзім ойлаймын. Барып түсіндіріп, мамандық таңдаудың маңызын барынша түсінікті түрде жеткізсем деген ойым бар негізі. Естісем, ең басты дүние осы халыққа пайдалы болу, қоғамға игі іс жасау ғой. Кезіндегі қазақ зиялылар салып кеткен елге не берем деген дүниені ғой жеткізсек деген нәрсе. Сол енді әрде ізденеміз, оқимыз, барынша халыққа пайдалы дүние берсек деген ниет. Ал әкім болам деген бала арманыңыз? Ол нәрсеге жетеріміз бұйырса. Ол арман әлі де іште бар. Әлі мен жаспын ғой, енді докторантураны тәмамдап жатырмын деген сияқты. Бәлкім осы докторантураны аяқтағаннан кейін барып мен мемлекеттік қызметтегі қызметім басталар. Мен ұсынысқа әрқашан ашықпын, негізі барынша. Егер ондай нәрсе бұйырып жатса, міндетті түрде жасаймыз. Президент резервіне тапсырып көрдіңіз бе? Тапсырып, қазір емтихан тапсырып келатырмын. Таңғы сағат 9-да тапсырдым. Бүгін именно мәтіндік бақылау тестін тапсырып келатырмын. Осы биылдықсына қатысып жатсыз? Мен негізі оған шын айту керек, басталғаннан бастап қатысып келатырмын. Бірақ қандай әртүрлі сәттер болды. Бірінші тапсырған кезімде жаңағы уақытын мән бермеппін. Как раз бір командировкада жүрген кезім ұмытып кетіппін. Сонымен қалып кетті. Техникалық ақау болып екінші күн тапсыруға мүмкіндік берді, тапсырдым. Одан кейін тағы екіншісін тапсырдым. Одан өте алмай қалдым ба, не болды? Келесі жылы тапсырамын, не жіберем, анкетамды жіберем. Сосын почтама сообщение келген, дипломның қосымшасы салмапсыз деген. Мен оны оқымағам. Сол жүре берген, сонымен қалып кетті. Сөйтіп именно тест тапсырдым, ашып қараймын ғой. Почтама келіп тұр, менің анкетам қабылданбаған. Үшінші рет тапсырған кезде толтырам, анкетаны жіберу деген кнопканы баспаған ғой. Енді биыл үміттеніп мен барлығын дұрыстап тапсырдым. Енді бұйырса көрешті. Енді уақытыңыз да бар, барлығын енді соған кәдімгі мақсат етіп отырсыз. Өте жақсы, сәттілік. Енді қай бағыт бойынша сіз тапсырасыз мысалы? Қоғамдық не? Қоғамдық жұмыс. Қоғамдық саясат. Азаматтық қоғам. Азаматтық қоғам. Себебі енді мен студент кезден бастап жастап келе жатқаным барлық осы студенттер арасында істедім, ұйымдар басқардым, үкіметтік емес ұйымдар басқардым, азамат қоғамда жүрдім мысалы деген сияқты. Жалпы жастар саясаты, азамат қоғам болсын, барлығы осы азамат қоғамға келіп ішіне кіреді. Сондықтан азамат қоғамға тырысып жатыр. Енді президенттік резерв деген кәдімгі басқа салада жүргендерді адамдарды қабылдайды да, мысалы шенеунік оқуына дайындайды ғой, енді мысалы мемлекеттік қызметкер оқуына дайындайды. Сол айтқанымыз шығар. Енді ол жерді игеріп қалған шығарсыз, енді білесіз қой, енді бірнеше рет болған соң ол жерді. Енді мемлекеттік қызметте тікелей қызмет жасамасам да, бірақ жалпы енді біз мына жобалар жасаймыз, жастарға қатысты барлығы сол мемлекеттік органдармен тікелей байланысты ғой. Жалпы ішкі несін жаңағы қалай жұмысқа тұру керек, қандай дүниелері бар деген сияқты енді хабарымыз бар одан. Президенттік резерв оқу қалай жүргізеді, ол іске асырады? Қалай? Бағана президенттік резервіне тапсырдыңыз ғой, ол жерде емтихан өткізіп жатсыз деген. Қазір мысалы бірінші мәтіндік емтихан болады. Жалпы мәтін беріледі, тұжырымдама береді, дұрыс бұрыс деген сияқты. Жалпы адам аналитикалық ойлау қабілеті. Екінші сандық. Яғни жаңағы санға байланысты аналитикалық есептер беріледі. Соны есептеу, одан өткеннен кейін бар уже жаңағы бетпе-бет жүздесу болады, ситуациялық сұрақтар береді деген сияқты. Сөйтіп соңында комиссия қарайды, 50 адамды алады. Мақсат сол 50 адамды саяси жоғары мемлекеттік қызметке тағайындау. Яғни жаңағыдай зам әкім, әкімнің орынбасары, басқарма басшысы немесе вице-министр деген сияқты лауазымдарға тікелей тағайындау мүмкіндігін береді.
яғни осы резервтен өту арқылы, иә. Ол Астанада ма емтихан арғы? Онлайн болады. Онлайн болып жатыр. Онлайн болып жатыр, барлық онлайн болады. Тек қана жаңағыдай сұхбаттасу, комиссиямен кездесу форматы ғана офлайн форматта болады. Енді бұның ішіндегісін біліп жатыр ғой, шет жағасымен де мен де тапсырып көргім келген. Бірақ биыл енді уақыт болмады басқа деген сияқты. Жақсы сәттілік сізге, ісіңізге, әлі де күтеміз мемлекет. Енді әкім болсаңыз не істейсіз? Бірінші қойған енді бар шығар енді ойыңыз, мысалы. Бір жатарда ойлаған, немесе бір өзіңізбен өзіңіз қалғанда бір ойлап па едіңіз, ондай бір өзіңізге сұрақ? Жаңағыда әкім болғанда мен тауға апарамын емес, жалпы бөлінген жаңағы дүниені дұрыс игеріп, мысалы да, жай ғана бір енді өзім туған жерді қарайсың, мысалы да, сол жерге барсам мен бәлкім мына жерді былай өзгертер едім, мына көшелерді былай істеу керек еді. Жай ғана енді кейде мынау кіші қалаларда жай ғана инфрақұрылымның өзі дұрыс болмай жатады, мысалы соны жасап неге келіп бақылап мынаны былай дұрыс. Мен кейде өзім ауыл жағыма барам, сосын Астана Алматыны қараймын. Жай ғана жолдың төселуінде өзі ерекшелік бар, мысалы. Бұл жақтың жаңағыдай әдемі, тиянақты жасалынады, басқа жақта да ондай жасалмайды. Дәл сондай, неге сол сапаны сол өңірлерге апармасқа деген ойлар болады да менде. Сондай дүниелерді кейде ойлаймын. Әкім болам деген арманды енді сұраған жоқпын ғой, енді біреуге көріп, әкімді көріп қалып армандадыңыз ба әлде? Жоқ, оны үйдегілер мен балам әкім болады, бастық болады деді. Сондаймен кетті бас. Сондаймен сол кезде қалды мида. Өте қызық. Жақсы, арман мақсат негізі осы өзімді дамыту әлде оқып үйрену бұл. Жақсы, көп рахмет Жасұлан мырза, сіз бүгін сұхбатқа келгеніңізге, уақыт бөлгеніңізге, әрдайым да осындай жолыңыз ашық болсын. Былай бағана сұрақ барысында қарап отырмын ғой, енді өзі болмай қалса бір сәті түсіп кәдімгідей бір жол табылып жатады екен. Әрдайым лайым солай болсын, тек жақсылық бола берсін. Осылай сіз сияқты азаматымыз көп болсын, ел үшін қызмет ететін. Рахмет көп шақырғандарыңызға. Енді бұл айтылған дүниенің бәрі менің жеке пікірім. Егер де бұл пікірім біреуге пайдасын тигізіп жатса, мен қуанамын әрине. Жақсы сұхбат болды, шын айту керек. бір жарым сағаттан астам уақыт болған шығар. Енді білім саласына кішкентай баланың өсуінен бастап бүгінгі таңдағы жұмыс табу, жалпы тұлға болып қалыптасуға деген тақырыпты қозғай алдық деп ойлаймын. Енді бұйырса керек, жаңағы көрермендер өзінің бағасын бере жатар. Көп рахмет. Бұйырса бұдан да жоғары деңгейдегі қонақтар, шығарымдар көп бола берсін. Ең бастысы халыққа пайдалы жоба болсын дегім келеді. Көп рахмет сізге, амандықта болайық. Ал құрметті көрермен, аман сау болайық та, кездескенше сау болыңыздар.